1, 1, 1, 2, 3. Қалдарыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай? Қазір көрейін сіздер. Так. Естіліп тұр, шүкір, жақсы дейді. Қазір кішкене күте тұрайық, иә, себебі студенттер хат енді кетіп, көбісі кіре алмай жатыр екен. Қазір хат мүмкіндігінше жеткізіп. Кеш жарық. Сабақ жоқ қой. Так, кешегі сабақ біз платформаға салып жүктеп қойдық. Сіздерде SMS кеткен болу керек, егер тіркелмеген болсаңыз. Ал егер тіркеліп қойған болсаңыз, өзіңіздің логин парольмен кіріп, сабақты қарай бересіз, жақсы ма? Я, кешегі сабақ сананың сайтында тұр. Оны кіріп қарай берсеңіздер болады. Бүгін бізде екінші сабақ, екінші күн. Вот дейді. Әлия, кеше бірінші сабақ болды, бүгін екінші. Дұрыс айтасыздар. Қайырлы кеш, күшті дайынмын деп жатсыздар. Бірінші күн өтіп кетті, бірақ уайымдамаңыздар, запись сақталған. Бүгінгі сабақты платформадан көруге болады, бірақ ол мысалы экспорттың өзі, соның барлығы біраз уақыт алады, сондықтан екінші сабақты мүмкін тек қана ертең кешке саламыз, иә. Сондықтан одан да бүгін энергиямен тақырыпты көп талдап шығаратын болайық, жақсы ма? Қазір 1 секунд. Кіріп жатырсыздар, көріп отырмын. Артынан да көруге. Байсыз ба, дейді. Не деген күшті сұрақ. Так, ондай болса, уже кіріп жатырық. Көріп тұрмын. Керемет, біраз уақыт өтті. Ондай болса, ақырында бастай берейік, жақсы ма? Так, бірден қазір өте көп уақыт организационный моменттерге кетірмеу үшін мен сіздерге жауап беремін. Кейін қосылып жатқан студенттерде сұрақ болып жатса, студенттер, қатысушылар, сіздерден бір сұрарым, кейде өздеріңіз бір-бірлеріңізге жауап беріп көмектесіп отырыңыздар, иә? Себебі мен енді сабақ барысында организационный моменттерге жауап бермеймін, жақсы ма? Кеше вебинар жалпы 3 күннен тұрады. Оның бірінші күнін кеше біз атап өтіп күшті инсайттар алып өткізген болатынбыз. Бүгін вебинардың екінші күні. Кім бірінші күнге қатысты күшті талқыладық, сұрақ жауап болдық, ал кім қатыса алмай сабақ көре алмады, записі сақталды, запись бар, және оны біз платформаға жүктеп қойдық, иә. Платформаны енді қалай көремін десеңіздер, сұрақ болса чек жіберген номерден жазып, платформаға маған логин пароль келмеді, қалай көрсем болады деген секілді сұрасаңыздар, сіздерге сол жаққа жауап береді. Ал одан басқа біз сіздерге бүгін SMS жіберген болатынбыз логин парольмен. Егер сана орталық платформада бұған дейін тіркелген болсаңыз, онда өзіңіз бұрынғы логин парольмен кіріп, бірінші күннің записін көре аласыздар, жақсы ма? Сонымен рычаг сабағы беріледі ме? 30 адамның қатарына еніп үлгерсеңіз, иә, сізге берілу керек. Өйткені о жақта пакеттің саны емес, алғашқы 30 адам деген шарт айтылып еді ғой, сондықтан егер ілініп үлгерсеңіз, онда иә, сізге беріледі. Сонымен, кім бірінші сабақ дауысым естіліп тұр, видео көрініп тұр, қалай плюс қойып жіберіңіздер. Бүгінгі сабақтың ұзақтығы 2 сағат болады, тақырып өте керемет, қарыз тақырыбы, бұл эксклюзив тақырыптар, себебі бұған дейін мен ешбір өзінің курсында айтпаған, басқа ешқай жақта айтқан жоқпын. Барлығын осы бүгін ғана жайралап айтатын боламын, иә? Сондықтан да даусым көрініп тұр, видео көрініп тұр, ондай болса, дайынсыздар ма? Керемет. Дәл қазір бірінші күнді қорытындылау үшін бірінші күннен қандай инсайт алдыңыз? Соны жазып шығыңыздар. Мысалы, маған мынау зат өтті, маған мына мысал өтті, маған мынау болды деген секілді не өтті, соны бір қорытындылайық, иә? Өйткені бүгінгі екінші күннің тақырыбы бұл бірінші күннің жалғасы болып табылады, иә? Себебі бірінші күнде біз қаншалықты ойды, ақпаратты сіңіріп білдік, бұл екінші күнімізге қатты әсер ететін болады. Техника өтті дейді.
Керемет, Құндыз ханым. Тағы да. Қатыса алмасаңыз уайымдамаңыз, ол видеоны қарап алсаңыз болады, иә. Бірақ қазір көбірек барлық фокусты бүгінгі сабаққа қойыңыз, өйткені бүгінгі сабақтың да тақырыбы өте керемет. Мимен дұрыс жұмыс жасау керек екенін түсіндім. Мидың үш қабілеті маған қызық болды. Миға дәлелдеме беріп тұру. Непал мен Дубай дейді. Керемет, Непалды Гуглдан іздеп шығыпсыздар ғой. Миды көндіру дейді. Миды басқаруды түсіндім. Ол құтқарушы жоқ. Өте жақсы. Дұрыс. Качество жизни нужно выбирать. Өте керемет. Не деген мықты студенттер. Кәдімгідей күшті инсайттар алыпсыздар. Сонымен, ондай болсам, инсайттар кәдімгідей сабақ өтіп, оны дұрыс түсінгендеріңізге көзіміз жетіп отыр. Сондықтан бүгінгі сабағымызды ақырындап бастайық, иә. Бірден ескеріп кетейік, қайтадан тура солай. Бүгін тапсырма болады. Сондықтан қолдарыңызда қағаз, ручка алуларыңыз өте маңызды. Және тапсырманы менімен бірге орындаймыз, жақсы ма? Себебі мидың тағы да бір жұмыс жасайтын нәрсесі, ол кейінге қалдырсаңыздар, все, ол кейін болады. Ал біз болсақ, прям барлығын қағазға түсіріп, жазып, қазір жұмыс жасаған кезде ғана біз бір нәтиже алып көретін боламыз, иә. Одан басқа интернеттің кесірінен сабақ 30 секундқа дейін кешігуі мүмкін, және де бізде модератор ханымдар отыр, иә, оны да ұмытпайық. Кеше біз миды ақшаға көндіру техникасын сол туралы айтсақ, бүгін екінші күннің тақырыбы бізде қарыз және ми. Және қарыздың құтылу техникасын берем. Қызық па сіздерге бүгінгі тақырып? Кімге маңызды? Кімде қандай проблема бар? Осы тұрғыдан жазыңыздар. Бүгінгі екінші күннен сіздер қандай ақпарат алғыларыңыз келеді? Қандай проблеманы шешкіңіз келеді? Осыны айтып өтсеңіздер. Маған қызық дейді. Я. Алғы шарты миды тану керек екен дейді. Күшті. Қарыздан құтылғым келеді. Тағы да қарыз көп, кредит ала берем. Тағы да қандай проблемаларымыз бар? Үй алғым келеді. Кредит тез, кредит жабу, ақшаны жинау, көбейту, соның қалай құтылуды, сосын вообще қарызға жоламайтын бір зат айтшы дейді. Өте жақсы. Ешқашан қарыз алмау, қарыздан тез құтылғым келеді. Не үшін қарызға кіреміз? Өте керемет. Прям бүкіл менің аузымдағы сұрақтардың жауаптарын барлығын жазып қойдыңыздар. Қараңыздар. Бізде қандай ситуациялар болуы мүмкін, не? Кейбір адамдар айтады, менде қарыз бар, бірақ оны қарызды жабатын, қарызға беретін ақшам жоқ деген ситуация бар, иә? Кімге таныс плюс қойып отырсаңыздар болады. Енді басқа адамдар айтуы мүмкін, менде қарыз бар, бірақ барлық енді бірінші жағдайда мүлдем қарыз жабатын ақша болмаса, екінші жағдайда енді ақша табамын, бірақ ол ақша толыққанды қарызға кетеді, иә. Енді бір үшінші ситуациялар бар, қарызы да бар, ақшасы да бар. Мысалы ретінде 200 мың, 300 мың теңге табуы мүмкін, бірақ ай сайын төлейтін 20-30 мың теңге кредиті бар, бірақ соның өзі маған қатты стресс алып келеді. Онымен қалай жұмыс жасаймын деген секілді сұрақтар келіп жатады, иә. Қарыз ала берген әдет қалыптасып кеткен, яғни ол керек па, керек емес па, барлығын ала беретін адамдар да танысады, иә. Одан басқа қандай қарыз, өзіміз ғана қарыз емес, көп жағдайда мысалы ретінде мына ситуация кімде бар? Басқа адамға өз атыма қарыз алып, өзім жауып жатырмын дегенде ситуациялар кездеседі, иә? Кімге таныс плюс қойып отырсаңыздар болады. Маған ақшамды қайтармай жатыр. Енді бір алғашқы жағдайларда керісінше біз басқа адамға қарыз болса, қарыз тақырыбы сонымен қатар мен басқа адамға ақша бердім, ол адам маған ақшамды қайтармай жатыр деген нәрсе де бар, иә? Бұл жағдай кімге таныс? Ақша қайтармай жатыр деген ситуациялар кімде бар? Менде деп жазсаңыздар болады. Және әрине көптеріңіз жазып жатқан бұл әрине қалай қарыздан тез құтылуға болады, иә? Маған қайтармай жатыр дейді. Менде дейді. Все, жақсы. Ондай болса қараңыздар. Бүгінгі сабақта прям зейін қойып фокустарыңызды маған қойыңыздар, себебі бүгін дәл осы проблемалардың бәрін шешімін айтатын боламын. Ол осы қарыздан құтылу техникасы, неге бізге ақша жетпейді, неге қарыз ала береміз, алып қойған қарызды қалай төлейміз, және жалпы
қарызды қашан алуға болады және алуға болмайды, сол тақырыпты да қозғайтын боламын. Иә, жалпы барлық тақырып қарыз деген сөзге жан-жақты келіп тоқталатын боламыз. Жақсы ма? Енді қараңыздар, көптеріңіз енді кешеден бері мені танып отырсыздар, бірақ кеше сабаққа кіре алмай бүгін бірінші рет кіріп отқан студенттер де бар. Сондықтан бір-екі ауыз өзім туралы айтатын болсам, менің есімім Назерке, Сана орталығым бар, IT компания, Шонбай онлайн бизнес мектебімен жұмыс жасаймын, штабпен жұмыс жасаймын, 50-ден астам методология курс жасап шықтым, және қазір ми танып жүргендіктен миға қатысты курстарым бар. Миға қатысты өте көптеген обороты миллиондаған кәсіпкерлер келіп менен миға қатысты консультация алады. Иә, сондықтан да бұл тақырыптарды кішкене қозғап, мейлінше насихаттауға құқығым бар деп ойлаймын. Себебі менің тәжірибем өте көп. Және бірден айтайын, мен ақша туралы, қарыз туралы бұл тақырыпты қозғаған кезде мен бір олигархтың қызы, байдың қызы немесе жолдасым бай болғаннан емес, мен де көріп отырғандарыңызда көп балалы жанұядан шыққан қарапайым қызбын. Яғни менің де басымда талай кредит болды, талай қарыз болды, 8 бизнес банкрот болды, соның барлығын шығып, қазір өте табысты өмір сүремін. Сондықтан қалаған мемлекетіне кез келген уақытта барып жете аламын деген секілді. Сондықтан да менің қолымнан келсе, сіздердің де қарызды жабуға қолдарыңыздан келеді. Енді контенттің өзіне келейік. Мына формуланы жазып алсаңыздар болады. Ешқандай қиын формула емес, кәдімгі қарапайым математика. Яғни қалай? Кіріс бар бізде, бізге қанша ақша келеді? Кіреді. Оны біз бір жаққа жаратамыз, содан қалғаны ол біздің табысымыз. Келісесіздер ме? Мынау қазір өте қарапайым формула болғанымен, қазір осы формуланың астында өте үлкен негіз жатыр. Сондықтан прямо қағазға жазып қазір талдайтын боламыз, жазып алсаңыздар болады. Сіздерге сұрақ, осы тұрғыдан адамда қандай ситуациялар болуы мүмкін? Осы формула алатын болсақ, табысты адамның формуласы қандай? Жауап бере қойыңыздар. Яғни, немесе басқаша сұрақ қояйын, осы формула арқылы қандай ситуациялар шығуы мүмкін? Қанша ситуация шығуы мүмкін? Мысалы ретінде бізде кіріс бар, бізде шығыс бар, кірістен шығысты азат жасасақ, онда бізде соңында табыс қалады. Табыс 0. Вот, бір ситуация. Кіріс деген не? Кіріс деген ол бізге келіп түсетін ақшаның барлығы, ол кіріс. Мысал ретінде біз зарплата ол бізге кіріс болып табылады. Яғни, біздің қаржылай ақшамызге кіріс келді. Бірақ көп адам кіріс ретінде тек қана өзінің зарплатасын ғана көреді. Негізден кірістің түрлері өте көп. Даже егер кіріс, мысалы біреу сыйласа, біреу көрімдік берсе, ол да кіріс қой, оны да кіріске жазып қою керек. Қосымша бір жұмыс тауып, немесе қосымша бір нәрсе алсақ, ол да кіріс болады. Егер бір ескі затты алып, оны сатып жіберіп, оның ақшасы, ол да бізге кіріс болып табылады. Яғни кіріс деген ол кез келген бізге түскен ақша. Және ол тек қана зарплата ғана емес. Жақсы ғой? Шығыс деген ол енді сәйкесінше біздің барлық шығындарымыз. Осының екеуінің айырмасы ол бізде қалатын табыс. Енді кірістен шығыс көп, шығын көп, кірістен кейін жинақ қалу керек дейді. Өздеріңізде өте көп мәселелер жазып жатсыздар. Ал негізден қарапайым арифметиканы алатын болсақ, осы формулада біз 3 ситуация шығарып аламыз. Яғни, бірінші ситуация қандай? Кірісіміз өте үлкен болып, қараңыз, давайте организационный момент, чек қайда жібердіңіз, сол мен ассистент көмекші қызыма жасаңыз, сізге бірінші сабақты көруге нұсқаулық береді. Хорошо? Біз қазір екінші сабақты ол организационный моменттерге тоқталмаймыз. Хорошо? Так, давайте, бірінші ситуация қандай? Кіріс өте үлкен, шығын өте аз болса, бізде табыс қандай болады? Плюс болады, өйткені кірісіміз өте көп болып тұр. Екінші ситуация бар, 0-ге шығамыз, яғни қанша ақша бізге түссе, тура сонша ақшаның бәрін жаратып тастаймыз. Ол бізде не? 0-ге шықтық па? 0, және ең соңғысы, когда бізге, мысалы, 100 000 теңге түседі, бірақ біз ай сайын 200 000 теңге жұмсасақ, онда біз ай сайын минус 100 000 теңгеге кіріп отырамыз. Яғни, осы 3 ситуацияның соңғы ситуациясы, яғни бізге түскен ақшадан көбірек жаратсақ, біз қалайда қарызға батамыз.
формула өте қарапайым, иә, бізде бұл жақта ешқандай бір математикалық анализ немесе қиын дүние емес қой, формула өте қарапайым. Бірақ соның өзіне қарамастан адамдар бұл формуланы түсінбегендіктен өкінішке орай қарызға көп батып жатады. Бізде қарапайым қарызға батпау үшін формула қандай болу керек? Сонымен қарызға батпау үшін қалай болу керек? Ең қарапайым жолы біздің кірісіміз шығысымызға қарағанда әлде қайда көп болғанда біз қарызға батпаймыз, иә. Бірақ сіздерге осындай сұрақ қойғым келіп отыр. Бізде енді көбісімізде уже қарыз бар, уже алып қойдық, иә, көбісіміздің. Бірақ сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Ақша көп болса, қарыз болмайды деп кім ойлайды? Вот ақшамыз көп болса, онда қарыз болмайды. Дұрыс па? Дұрыс болса, давайте плюс қояйық. Ақша көп болса, қарыз болмайды. Я деп жазасыр. Жоқ кетті. Дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Минус, плюс, минус. Адамдар уже екіге бөлініп жатыр. Жоқ дейді. Хорошо. Ақша көбейсе, қарыз да көп болады. Мәсаған, не деген сөздер? Келіспеймін. Плюс, плюс, плюс. Аха, керемет. Но қараңыздар, формулаға қарасақ, по идее, ақша көп болса, қарызды жауып тастауға болады, иә? Және барлығымыз көп жағдайда не істейміз? Ақшаны көбейтуге тырысамыз, иә? Яғни ақшамыз көп болса, мен осыдан мысалы мен қазір 1 миллион теңге қарыз болсам, все, менде қазір 1 миллион, 2 миллион қолымда болса, қарызды жауып тастаймын да, все, болды, кайфовать етемін деген секілді, иә? Бірақ қараңыздар, ол дұрыс емес негізінен. Оның түбінен тереңірек зерттесек, әлде қайда басқа нәрсе жатыр да. Яғни көбісіміз ойлаймыз, қазір біз ақшамызды тезірек көбейтсек, қарыздың барлығын жабамын да, керемет өмір сүремін деген сияқты, иә. Бірақ қараңыздар, қарызды жабу ол ақша көлеміне байланысты емес. Қазір түсіну кішкене қиын болады, бірақ осыны түсінген адам ары қарай қарыздың жабуы процесі әлде қайда жеңілдейді. Қараңыздар, қайталап айтамын. Қарызды жабу ақша көлеміне байланысты емес. Ол ойлау қабілетіне, өмір стиліне және өмірдің жалпы сапасына тікелей байланысты. Келісесіздер ме? Не деген хаттар көп келіп жатыр? Ақша, Дана ханым, қалайсыз? Ақшаң көп болу керек, және шығысың аз болу керек. Дұрыс. Так, қарыз алып үйренген ақша көп болса да қарызға кіреді. Ақбота ханым күшті ой айтып жатыр. Расымен де қараңыздар. Ақша көп болып, біз ойлаймыз, все, қарызды жауып тастаймыз, болды деген сияқты, иә. Бірақ егер біз қарыз алу деген идея миымызда қалатын болса, онда біз көп ақша тапсақ та, біз одан да көп ақшаға қарызға бата береміз, өкінішке орай. Сондықтан біз қарызды жабу кезінде біз көбірек ақшаның көлеміне қатысты емес, көбірек біз қалай ойлаймыз, соған қатысты көп амал әрекет жасауымыз керек. Осы мәселені кім түсінді? Кімге өтті? Кім инсайт алды? Прям эмоджи жіберіңіздерші, от, или там қалай болды деген сияқты. Себебі қараңыздар, кеше бірінші сабақта кімде қарыз бар деген кезде почти 90% студент менде деп жазды, иә, көп адамдар жазды. Бірақ қараңыздар, енді қарызымыз көп болғаннан кейін біз не істейміз? Всегда әрине ақшаны көбейту, табысты болудың жолдарын көп ойластыру керек. Бірақ түсінбей қалдым. Қазір қайтадан түсіндіріп айтып жатырмын, Ислам мырза, тыңдап алыңыздар, хорошо? Қараңыздар. Біз қарыз бар бізде. Біз ол қарызды жабу үшін қазір барлығымыз ақша табудың амалын іздеп жатырмыз, иә. Бірақ қайталап айтамын, қарызды жабу ол ақшаның көлеміне байланысты емес, себебі ақша көп бола тұра, қарызға көп батып жатқан адамдар да өте көп. Мысал келтірейін. Давайте осылай жасайық. Мысал ретінде осыдан 2017 жылыма қателеспесем, менде табыс, енді ол кезде декретте отырдым қателеспесем, бірақ бір инстаграм парақша жүргіздім, және әйтеуір біздің табысымыз қателеспесем бір 150 мың теңге болған. Жоқ, қазір шатаспаңыздар. Давайте мынау слайдты ашып айтайық, жақсы ма? Фокусты маған қоямыз, мені тыңдаймыз, и және қазір мен сіздерге күшті мысал келтіремін. Енді қараңыз. Допустим, енді нақты өтірік айтпай қояйын, мысал келтірейін. Менде мысал ретінде 150 мың теңге табысым бар делік, иә.
ай сайын мен ол ақшаны аламын да жаңағы бүкіл шығындарыма да жеткіземін, бала шағамның тамағы бар, анауысы бар, мынауысы бар, әйтеуір айдың соңына дейін жеткіземін, иә. Менің жанымда, допустим, бір менің әріптесім бар делік, оның да зарплатасы тура мен сияқты 150 мың теңге. Мысалы, екеуміз екі адамды елестетіңіз, екеуі де 150 мың теңге алады, иә. Мен мысалы ол айдың соңына дейін ол 150 мың теңгені өзінің жанұяма барлығына толыққанды тамақтандырып, киіндіріп жеткіземін де, ал басқа адам тура сол ақшаны ала отыра, жанұя отбасы болмаса да 150 мың теңгені алғашқы 2 аптасында мысалы жаратып тастайды да, және айдың соңына дейін ақшасы болмай қалғаннан кейін мысал ретінде қарызға ақша сұрап тұрады. Осы мысал түсінді ме? Түсіндіңіздер ме? Яғни қараңыздар, егер біздің басымыздағы мидағы программа дұрыс болмаса, біз қазір 150 мың тауып жүріп қарыз алып жүретін болсақ, біз қазір айына миллион тапсақ та қарызға байланып отыратын боламыз. Сондықтан қарыз тақырыбын қозғаған кезде біз тек қана ақша көлемін көбейту ғана емес, біз көбірек миымызбен жұмыс жасауға көңіл бөлуіміз керек. Кімге өтті? Во, плюсиктер кетіп жатыр, керемет, түсіндім деп жатырсыздар, иә? Керемет. Қалай ойлау керек сонда? Қалай ойлау керек дегенде, қарызға деген көз қарасты, қарым-қатынасты реттеп дұрыстап алу керек. Біз әлі бүгін сабақта осы тақырыпты әлі кәдімгідей көп ашып айтамыз. Сондықтан, давайте, сіздерде маған кері байланысты керек. Все, плюсиктер, оттар керемет кетіп жатыр, иә? Так. Қарыздан қорыққан нормально ма? Все, сұрағыңыз рахмет. Ұмытпаңыз, қазір бұл сұрақ жауап кішкене кешірек тағы да жасаймын, иә? Себебі бізде қазір сабақ барысында біраз сұрақтарыңызға жауап алып қаласыздар. Сондықтан, қазіргі таңда не істеу керек деген сұрақ тұр ғой ең бірінші. Ондай болса не істейміз? Қараңыздар. Ақшаны көбейту жолын онсыз да ойлаймыз. Бірақ қарыз, бүгінгі тақырып қарыз болғандықтан, қарызды жабу үшін біз ең алдымен қазір, кімнен ақша табам, қалай ақша табам деген секілді ақшаны ғана ойластырып қоймай, не істеуіміз керек? Ең бірінші біздің басымыздағы миымызға деген қарым-қатынасты дұрыстап реттеп алуымыз керек. Кім түсінді? Давайте, плюсиктеріңіз көп керек маған. Керемет. Вот, плюс эмоджиларыңызды көрдім. Енді жалпы, конечно, миды көндіру, ми туралы толыққанды менде 2 айлық айналайын ми курсы болады. Ол туралы сабақтың аяғында айтамын, бірақ қазір біз қарыз тақырыбын көп ашуымыз керек, иә. Жалпы курс туралы кешеде біраз ақпарат айтылған болатын. Бүгінде контенттен кейін бөлек бұл курсқа қатысты сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Жақсы ма? Қарызбен қарым-қатынасты дұрыстау. Дұрыс, Талшын иә, вот. Енді қараңыздар, осы тұрғыдан бірден біз мифтермен жұмыс жасауды бастап кеттік қой. Осы тұрғыдан бірден осы нәрсемен де ойды ашып талдайық, жақсы ма? Келесі нәрсе бар тағы да, ақша жаратуға арналған осы сәтпен өмір сүр деген ұранмен кім өмір сүреді? Мен деп жазыңыздаршы. Вот мысалы, ақша жинау ол дұрыс емес, ол ақшаны не үшін жаратпаймын деген сияқты, немесе ақша ол құрал ғой, біз кеше бір күн бойы сол тақырыпты қозғадық, иә? Жоқ, ақша жаратуға арналған, осы сәтпен өмір сүру керек, болды деген сияқты. Қалай реттейміз? Қазір айтамын, Алмас мырза, күте тұрыңыздар. Біз енді бастадық қой сабағымызды, вы что? Қалай тез асығып жатырсыздар? Қазір барлығына тоқталамыз. Менде мына сұрақ болып тұр. Кім осындай өмір стилімен өмір сүреді? Мен дейді. Мен. Плюс. Қараңыздар. Саяхат мәселесі келгенде. Жақсы. Көп жағдайда әрине ақша ол кеше де мен сіздерге айттым, иә, планканы көтеру керек, өмірдің сапасын жақсарту керек деген сияқты темалар көп айтылды. Бірақ қараңыздар, осы сәтпен өмір сүр деген кезде қаншама коуч болсын, тренер болсын, психологтар болсын, қаншама кітап, фильм барлығының ұраны қазір осы өмірмен сүр дейді. Бұл біз өмірдің сапасына қатысты айтылған сөзде, бірақ көп адамдар бұны кішкене қате түсінгеннен кейін соңғы ақшасына дейін өзінде қалдырмай барып әйтеуір керек болса айфонды да алып, немесе жаңағындай мүлдем
өмірдің якобы қазіргі бүкіл мүмкіндігін қолданайық деп ақшаны жан жаққа шашыратып лақтырып тастайды. Бірақ біз дегенмен қаржылай, қарызға болсын, ақшаға болсын қарым-қатынасымызды дұрыстап реттеу керек болғандықтан, жалпы ақша жаратуға арналғанымен ақшаға деген қарым-қатынасты да реттестіру керек, яғни оны жинайтындай ситуациялар өте көп. Осы тұрғыдан тағы да бір прям өздеріңізге түртіп жазып қойыңыздар. Көп адамдар маған айтады жаңағыдай, мен ақша жинаймын, а вдруг андай бір нәрсе болып қалады, а вдруг мен больницаға түсіп қаламын, а вдруг мені уволить етеді деген сияқты әртүрлі қорқыныштарын айтады. Осы тұрғыда мен сіздерге бір өте күшті инсайт айтайын. Қара күнге жиналған ақша қара күнге жұмсалады. Осы нәрсені кім түсінді? Бізде расымен де көп адамдар және бір нәрсе болып қалады деген секілді ақша жинап бастайды ғой. Және ол адамдардың өздерінен сұраса, көп жағдайда ол ақшаны расымен де қара күнге жұмсайды. Сондықтан да ақша жинау керек. Ақша ол керек. Сондықтан да ақшаны жинаған кезде оны әр қашанда жақсы нәрсеге жинауға болады. Мысалы, баспаналы болуға, біз енді барлығымыз кеше 10 мақсатымызды жазған кезде барлығымыздың мақсатының ішінде пәтер алу, үй алу деген сияқты нәрселер болды ғой. Сондықтан ақшаны әр қашанда, мысалы, баспаналы болуға деп, баламның болашағы, оның оқуы, инвестиция деген сияқты жақсы нәрсеге жинасаңыздар, сәйкесінше сізді жақсы нәрсе күтетін болады. Ол кәдімгі мидың жұмысы айналып келген кезде. Нейрондық байланыстарға, квантовый физикаға түсетін болсақ, оның әр қайсының дәлелдемесі бар. Сондықтан да мен оның бәрін айналайын мида прям әр бір сөзімен дәлелдемені жасап жатырмын. Бірақ сіздерге қазір просто инсайт ретінде қара күнге жиналған ақша қара күнге жұмсалады. Сондықтан да ақша жинау керек, бірақ ақшаны жақсы нәрсеге жинау керек. Жақсы ма? Тойға, қуанышқа, болашаққа, үй алуға жинаймын. Керемет, дұрыс. Бірден осылай айтылған сөздерді практика жүзінде, тәжірибе жүзінде жазып айтып жатқан адамдарды өте қатты жақсы көремін. Прям өте қатты белсенді болып отырсыздар. Ақшаны жаратуды дұрыс білмеймін, қолыма келген ақша қайда кететінін білмей қаламын. Ол туралы да қазір айтамыз. Ниетке байланысты. Дұрыс айтады. Солай, дәл өзі дейді. Мен ақша сабақ қатыстым, нәтиже жоқ дейді. Қараңыз, ол нәрсе тек қана айтып тұрмын ғой, біз даже қарыз тақырыбын айтқан кезде де ол ақша туралы емес, ол айналып келгенде қайтадан миға кеп тіреледі. Сондықтан да біз миымызбен көп жұмысымыз істеу керек. Қара күн деген это жаман бір нәрсе болып қалады, жаман бір оқиға болуы мүмкін, ауырып қалады, бір нәрсе күйіп кетеді, жанып кетеді деген сияқты. Ол қара күн дегеніміз сол. Сондықтан қара күнге емес, жақсы нәрсеге ниетімізді жақсартып оқуымыз керек. Қайталап айтамын, қарызды жабу ақша көлеміне байланысты емес. Оны түсіндік қой, жаңа 150 мың теңгенің мысалында. Сондықтан біз қазір ақшаны бір сәтте көп тауып кетсек, скорее всего, қарыз да көп болуы мүмкін. Тағы да бір мысал келтірейінші осы тұрғыдан. Мен сіздерге прям қазір өтетіндей. 2017 жылы деймін, сол қателеспесем қайтадан. Мен өзімше бизнес жасамақшы болдым. Киім сату, анау деген сияқты. Сол кезде декреттемін ғой, имазулы балам бар қолымда. Сол кезде жаңа закуп жасау үшін менде ақша болмады, қаражат болмады. Сондықтан это нормально. Егер сіз кәдімгідей қарсыласып түсінбей жатсаңыздар, ол да дұрыс, өйткені біздің миымыз жаңа нәрселерді жақсы көрмейді. Бірақ біз қалайда шыдап төтеп беретін болсақ, миды все, көнесің, давай, бұл бізге көмектеседі десеңіздер, әлде қайда сабақ өтімдірек болады. Сондықтан да ары қарай зейін қойып тыңдаңыз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ, это нормально. 500-ден астам қатысушы сатып алды, қаншама адам сабақта отыр. Көп адам расымен де жаңа ақпаратқа келген кезде миы қарсыласа бастайды. Бірақ біз ол туралы емес. Мен айтайын, сол жолы мен бір досымнан 300 мың теңге қарыз сұрағанмын. 300 мың теңге ол кезде мен үшін бір өте үлкен сумма болып, жаңағыдай, мәсаң қалайша мен 300 мың теңге қарыз алдым деген сияқты кәдімгідей бір түңеріп кеткен кез болған. 300 мың теңге үшін ойлаңыздар. Ал енді 2020 жылы менің барлық қарызым 10 миллион теңге болып кетті. Яғни көріп отырсыздар, менің табысым көбірек артқанымен қарызға деген миымның қарым-қатынасы дұрыс болмағандықтан мен табыс көп тапсам да
қарызға да көбірек бата бастадым. Сондықтан бұл жақта біз мына нәрсені өздеріңізге түртіп жазып алсаңыздар да болады. Қарыз жабу ол ақша көлеміне байланысты емес. Біз ақшаға деген, қарызға деген қарым қатынасты мимен дұрыстаған кезде сәйкесінше өмірден де қарызымыз азая бастайды. Кімге түсінікті? Тағы да давайте нетіңіздерші? Плюс. Пожалуйста, давайте. Сіздерден кері байланыс күтем. Өте белсенді болып отырыңыздар ғой. Егер тақырып түсінікті, барлығы жақсы өтімді болса, онда біз келесі нәрсеге өтеміз. Жақсы ма? Все, плюстеріңізді көрдім. Керемет. Енді келесі контенттің бөлімі, келесі сабақтың жауап беретін сұрағымыз бұл: неге біз қарыз ала береміз? Осы сұраққа жауап беруіміз керек, я? Осы тұрғыдан мен сіздерге айтар едім, бізде екі өте маңызды нәрсе бар. Бұл қазір немесе кейін, я, және де надо высы хочу деген нәрсе бар. Осы тұрғыдан қазір және кейін деген кезде біз кішкентай кезімізде, немесе біз деп айтпай қойыншы, кішкентай балаларды көз алдыңызға елестетіңіз. Мүмкін сіз ата-ана болсаңыздар, өзіңіздің балаңызды елестетіңіз. Әлі жас болып, мүмкін студенттер өте көп қатысады менің сабақтарыма. Інілеріңіз, қарындастарыңыз, сіңлілеріңіз кім бар? Сол кішкентай бір баланы көз алдыңызға елестетіңіз. Ол егер бір тәтті зат жегісі келсе, немесе дүкенде ойыншық алып көріп қалса, ол кейін аламын деген ой бола ма, ода болмай ма? Немесе жоқ, қазір деген сияқты ол бала прям сол ойыншықты алмайынша өзінің нәрсесін талап етеді ме? Қалай? Балаларды көз алдымызға елестеттік пе? Я, қазір дейді, я? Балалар қалай дейді сосын? Оларда надо деген, немесе кейін деген нәрсе жоқ қой. Оларда тек қана хочу бар, я? Мысалы, менде екі ұлым бар, кішкентай. Олар бір ойыншық көрсе, бір қызық нәрсе көрсе, болды ғой. Оларға бәрі бір ақшаны жинап, кейін аламын, анау деген сияқты тема өтпейді ғой оларға. Оларға тек қана все, дәл қазір қалаймын, бер маған, ана жақта ығырыңды шығарып, жылап, өзінің затын алмайынша қоймайды, я, кішкентай балалар. Және осы тұрғыдан бізде барлығымыз кішкентай баламыз қарызға дегендегі. Не үшін біз қарызды ала береміз? Біз қарызға деген қарым қатынасымыз кішкентай бала сияқты. Түсініп отырсыздар ма? Біз барлығымыз кішкентай баламызда бізге негізінен қарыз алмауға болушы еді, я, көп жағдайда. Бірақ біз жоқ, маған дәл қазір iPhone керек. Жоқ, маған дәл қазір шуба деп айтуы мүмкін, я. Жоқ, мысалы, тойды скромно, ең жақын адамдарды ғана шақырып өткізуге болушы еді. Жоқ, бізге дәл қазір той жасау керек, оны еще дүркіретіп жасау керек. Вот я хочу и все деген сияқты, я. Рас па, рас емес па? Давайте. Плюс қойыңыздаршы, кім қарызға кішкентай бала сияқты? Айтайықшы, біз барлығымыз расымен кішкентай баламыз. Келісесіздер ма? Неге біз қарызды ала береміз? Себебі біз барлығымыз кішкентай баланың кейпінде өзімізді ұстаймыз. Мысалы, все, анау кішкентай балада болды, мен мына тәттіні аламын деген сияқты, біз де бір шуба көріп қалдық, алтын көріп қалдық, той көріп қалдық. Ер адамдар мүмкін көлік сильно хотят, я. Сондықтан не дейді? Болды, маған керек дейміз да, но кішкентай бала сияқты. Ақшамыз қазір қалтамызда болмаса да, ол ақшаны жинамасақ та не істейміз? Бәріміз бер дейміз да, барамызда рассрочкаға кіреміз, барамызда қарызға кіреміз, әйтеуір сөйтіп барлығын нететін боламыз, я? Қазір. Я, сол үшін кредитті ала береміз, я. Енді Гүлзира ханым, керемет, әрине қарыз емес, ақша жинап алу керек. Енді бүгінгі тақырып қарыз болғандықтан бұл кішкене актуалды тақырып. Так, Анастасия, СМС, давайте сіз чек кімге жібердіңіз, сол қызға жазыңыз, ол кісі сізге өзі тіркеп береді, хорошо? Так, арғара кеттік енді. Рассрочка қиын болып тұр. Енді қараңыздар, сондықтан мынаны да скриндеп алсаңыздар болады. Балаша ойлау, бала кейпінде қалу, ол қарыздарға алып келетін жол.
Біз кез келген нәрсе, егер қарызды алатын болсақ, онда біз бала кейпінде деген сөз. Осы идея түсінікті ғой, иә? Не істейміз? Ондай болса, қарыз алмау үшін не істеу керек? Әрине, есеюіміз керек, иә? Есейетін сәт келді. Чтобы қарызға деген қарым-қатынасты дұрыстау үшін, біз мынау кейін немесе қазір, надо және хочу деген нәрселерді реттеуіміз керек. Есейетін сәт келген кезде, осы жақта мен сіздерге қазір надо и хочу деген жоқ, оқуды рассрочка алдық деген кезде Ләззат ханым, ол қазір қашан қарызды алуға болады, қашан қарызға алуға болмайды деген тақырыпты сабақтың соңында ашып беремін. Өйткені қарыз алу керек, басқа да бір ситуациялар болады, оны келістіремін. Хорошо? Бізде мәселе көбірек проблема неде болып тұр ғой, андай. Керек емес нәрселерге, керек емес заттарға біз істейміз. Мысалы, бала чупа-чупс он же хочет, чупа-чупс, мысалы, сұрап, немесе тәтті сұраған кезде, ол оның пайдалы емес екенін, пайдалы екенін, мысалы, ажыратамай ала береді ғой. Біз де кішкентай бала сияқты керек емес нәрсені, өмірімізге зиян келетін нәрсені де ала береміз ғой. Сондықтан бұл жақты кішкене басқа нәрсе болып тұр. Оны кейін ашамын, хорошо? Осы тұрғыдан давайте мен сіздерге надо и хочу дегенді қазір керемет бір идея тастаймын сіздерге. Бізде көп жағдайда шыны керек, надамен өмір сүреміз, немесе жаңағыдай хочу, мына iPhone хочу деген сияқты қарыздар аламыз, иә. Дегенмен бұл жақта біз есейген кезде, есейген ми, ол көбірек хочу деген нәрсені через надо жасау керек. Ну, примерно сондай, Зейнеш ханым, расымен де. Бірақ аяқ жағында тағы да басқа нәрселер өте көп болады. Басқа да ситуациялар болады. Оны ашып айтамыз. Бірақ қазір давайте мынау қарыз не үшін жаза береміз, сол туралы айтамыз, иә. Анастасия, кішкене шыдамды танысаңыз, өйткені қазір ол кісі тіркеп жатқан болуы мүмкін, хат жіберіп жатуы мүмкін, сізге жауап береді міндетті түрде. Қазір ол сабақты көресіз, фокусыңызды бүгінгі сабаққа қойыңыз, хорошо? Осы жақта күшті бір мысал келтіргім келіп тұр. Мысал ретінде, я хочу, немесе хочу деген ол біздің қалауымыз, иә. Мысал ретінде, біз хочуға қалай жетуімізге болады? Через надо. Ол дегеніміз, мен мысалы сау әдемі тістерім болғанымды қалаймын. Хочу ғой, это моя хотелка, иә. Бірақ оған жету үшін маған дәрігерге бару қажет деген сияқты, иә. Сондықтан да біз өзіміздің хочуды через надо жасасақ болады. Осы идеяны просто бір түртіп алыңыздар, бүгін сабақ барысында тағы да тоқталамыз. Жақсы ма? Кімге осы нәрсе түсінікті болды және өтті? Егер түсінсеңіздер, онда біз ары қарай кетеміз. Давайте сіздердің плюстарыңызды көремін, күтіп отырмын. Все, алғашқы плюстар кетті. Ну, ондай тоже болады. Егер кішкене тақырып ауыр болып түсінбей жатсаңыздар, тыңдай беріңіз бәрібір. Ми ақпаратты қабылдап, кейін анау пазлдар бәрі, пазл деген зат бар ғой, иә? Мына құрастыратын, сол сияқты бәрін құрастырып шыққан кезде, оның барлығы прям миыңызда мынандай эрика сияқты, о деген сияқты нәрсе пайда болады. Жақсы ма? Сол. Все, давайте ары қарай кеттік. Енді осы тұрғыдан кейбір менде бір таныс адам бар, жақын адам дейікші. Ақшасы жақсы табыс табады, иә. Ондай бір қарыз алудың аса қажеттілігі жоқ, иә. Бірақ әр түрлі андай техника, мына iPhone сияқты, иә, немесе мынандай сағат, иә, сағаттар, техника арзан емес қой, сондықтан да кез келген қарызды алсам, осындай бір немен жасайық. Ойбу! Мен басқа неге кетіп қалдым. Так, сіздермен бірге надо и хочу. Вот, мынандай нәрсемен тағы да жасайық, иә? Қайталап жіберсеңіз. Қараңыз, қайталап жіберейін. Мына жаққа дейін түсіндік, иә? Балаша ойлау қарызға алып келеді. Себебі біз керек емес нәрсені те хочу, қазір дейміз да алдыртып аламыз. Ал дегенмен есейетін сәт деген кезде біз осы формуланы қолдануымыз керек. Хочуға через надо жету. Мысал ретінде, келесі жолы сіз шубаны көріп қалып, шубаны хочу десеңіз, ол хочуға через надо жету керек. Яғни, ол шубаны хочу болса,
онда ол шубаны сатып алу керек, жұмыс жасауымыз керек қой, а жұмысқа біз баруымыз керек, яғни надо шығады, иә. Сонда біз жұмысқа бару арқылы, надо арқылы біз хочуға жетеміз. Осы формуланы біз миға құйған кезде біз хочуға ойланып дұрыс барамыз да. Жақсы ма? Мен қатты асығып жатырмын не? Ақпарат өте көп, сол үшін кішкене тез айтып жатқаным да сол себептен шығар. Енді түсінікті болды ма? Қалайсыздар, әнеки плюстар кетті. Керемет. Я, дейді. Вот, Гүлзира ханым, ол мәселені қазір да нетеміз. Жұмыс болса да шуба болмай тұр деген кезде, кешегі бірінші сабақты қайтадан қараңыз, өйткені ол жақта не үшін сізге шуба керек емес, сол сұраққа жауап берсеңіз, ішінен біраз нәрсе шығуы мүмкін. Айтайын ба, ол не үшін болуы мүмкін? Мысалы ретінде, егер ол шуба менде болса, енді сіздің жағдайыңыз емес, бірақ вообще менің практикамда кездескен жағдайлардың бірін мысал ретінде келтірсем, мысалы, егер менде шуба болса, онда там енем маған жақтыртпай қалады, или туысым дұрыс қарамайды, и лучше чем мен қарым-қатынасты бұзғаннан гөрі, лучше мен шубасыз өмір сүрейін деген секілді мида бір установка бар да, и скорее сол установка үшін шуба жоқ. Түсініңіз бе? Ми деген өте бір қызық зат негізінен. Өмірдегі кез келген нәтиже ол біздің мидың жұмысы. Сізде қазір шуба бар ма, жоқ па, қарыз бар ма, жоқ па, не бар тағы да? Табыстысыз ба, табыс емес пе? Оның барлығы тек қана біздің миымыздың жұмысының нәтижесі ғана болды. Неге осыны бұрын естіген жоқпын? Вот, бізде бұл тақырып туралы әлі ашылмаған, ешкім айтпайды бұны. Сондықтан да прям вебинарға келгендеріңізге өте қуаныштымын, себебі бұл ақпарат көп адам білген сайын сауатты болып, бақытты өмір сүруіне мен қалай да әсер етемін. Яғни бұл менің миссиямның бір бөлігін орындап жатырмын деп білемін. Кешегі сабақты қайдан көреміз? Так, организационный кешегі сабақты қалай көрулеріңізді Әсел ханым чек жіберген номерге жазасыз. Бірден жауап бермесе кішкене күте тұрыңыз, тіркеп жатқан болуы мүмкін, сізге жауап береді. Хорошо? Все, ары қарай кеттік. Осы тұрғыдан жаңағы мысалға қайтадан келейін, кейбір адамдарға прям қарыз деген қарызға деген махаббат бар. Ондайда адамдар болады, андау синдром болады ғой, кәдімгідей қарыз ала бергісі келеді, все, қарыз алам деген сияқты. Кімде сондай бар? Мысалы, вроде бы ақша тауып жатқан жоқ, ақша тауып жатыр. Жоқ емес, әтеуір заттары бар, бірақ бәрібірде әтеуір қалай да болса қарызға батып келетін не таныстарыңыз, не өзіңіз, не жақындарыңыз бар ма? Я, бар деп жазыңыздаршы. Болып келе жатым дейді. Бар, я, ондай адамдар. Әнеки, жоқ емес, ондай адамдар да бар. Давайте бұл ситуацияны ашып талдап тастайық, я? Кейін қайтадан келмеу үшін. Таза мен ғой мынау дейді. Вот. Кейбір адамдар бар, қарызға ондай қатты мұқтаж болмаса да, бірақ қарыз ала береді. Оларда өйткені мида андай иллюзия бар, өкінішке орай. Яғни, қарыз маған дамуға көмектеседі. Егер мен қарыз алмасам, мен жалқауланамын. Қарыз төлеу үшін мен жұмыс жасаймын деген сияқты нәрсе тоже бар, я? Мәсам, мына жақта не бір установка шықты. Мен лично, қараңыздар, қызық өте хат. Мен лично несие тарихын жақсарту үшін арасында техниканы рассрочкаға аламын дейді. Ақбота ханым, өте жақсы мысал келтірдіңіз. Қазір осыған қайтып ораламыз, жақсы ма? Типа мотивация для жизни. Я, вот видите, бірақ қайталап айтайын, егер сізде ақша бола отырып, қарыз алу деген синдром болса, ол дұрыс емес. Өйткені, мысал ретінде жаңа Марат мырза, сіз жазыңыз, я, по-моему, қателеспесем. Қарыз, қанша ақша алсаңыз да, ол просто негатив. Өйткені сізге мысал сұрақ қояйыншы, Марат мырза. Егер сізде ақшаңыз өте көп болса, я, сол нәрсені барып қарызға алар ма едіңіз? Ақша вот көп болса, нереально. Ондай қарыз алу деген идея келмейді ғой, яғни қарыздың нәрсесінің өзі жаман. Давайте енді сіздермен көбірек ғылыми дәлелдемелер қарыздың темасына көбірек үңілейік, хорошо? Не үшін қарыз жаман? Давайте осыған тоқталайық. Қарыз деген тақырыпты ашу барысында біз қазір энергия деген зат туралы өте көп айтамыз. Энергия деген не?
Қарыз алсам, оны қайтармайынша тыным таппаймын. Вот, давайте қазір сіздерге как раз тема тақырып өтеді. Прям қарыздың біз несін ашамыз. ДНК-сын дейді ғой, құрамын ашып айтамыз. Энергия дегеніміз не? Энергия деген ол күш қуат, дұрыс айтасыздар. Прям күш қуат, және ақша ол энергия негізінен. Енді бұл жақтан мен сіздерге андай розовый нәрселер айтпаймын, типа аффирмация, визуализация деген сияқты. Жоқ, ондай емес. Ақша ол энергия, просто не в том плане, типа мистический дүние емес бұл. Бұл бізде ақша деген ол біздің құртылған уақытымыз, ресурсымыз, біліміміз, қабілетіміз, тура сол сияқты нәрсенің барлығы ол энергия, Мысал ретінде, сіздер ақша төлеп, мінекей мына вебинарға келдіңіздер, ол мен сіздерге өзімнің энергиямды қалай беріп жатырмын? Уақыт ретінде беріп жатырмын, Мысалы, мен сіздермен бірге қазір отырмын. Менің ресурстарым, яғни қарама-қарсы менде свет тұр, макбук тұр, интернет қосылған комнатада команда отыр деген сияқты, өйткені барлықтарыңызға қосып смс жеткен барлығын қамтамасыз етіп отырған команда бар, комнатада мысал ретінде. Оның барлығы энергия. Яғни бұл андай бір мистический дүние емес, просто формуланы қабылдайық, Ақша ол энергия. Түсінікті ғой осы тұрғыдан. Сіздер де маған 770 теңге төлеп бұл сабаққа келу үшін сіздер де бір энергия жұмсадыңыздар, Мүмкін уақыт ретінде жұмысқа барып келесіздер. Жұмысқа барып жұмыс жасау үшін компьютер нетесіздер, білім аласыздар, оқу оқисыздар, бір қабілеттер аласыздар, Соның барлығын не істейміз? Ол сізде менің сабағымды келіп көру үшін бір энергия жұмсадыңыз, рас қой. Сондықтан ақша ол энергия болып табылады. Енді бұны түсінсек, бізде алмасу заңы бар, ол бізде энергия алмасу екеуі бір. Яғни сіз маған ақша төледіңіз, мен сізге сабақ айтып жатырмын, білім бердім. Мен ақша төледім, шөлде кеттім, мен барып су сатып алдым деген сияқты, Вот. Кез келген нәрсе энергия алмасу. Сіз даже шаш таразға барып шашыңызды қиятын болсаңыз, сізде ол шаш таразға өзіңіздің энергияңызбен алмасасыз, Ол просто энергияны алмасу қиынырақ болғандықтан біз оған кәдімгідей қаржылай ақша береміз. Енді осы тұрғыдан естіліп көрініп тұр ма? Давайте арасында плюс қойыңыздар, чтобы білу үшін еш нәрсе тоқталмай барлығы дұрыс болып жатқан. Просто плюс қойып кетсеңіздер болды. Енді қараңыздар. Ақша ол энергия екенін түсіндік қой. Түсінсек тоже давайте плюс қоямыз. Түсіндік деген сияқты. Ақша ол энергия. Дұрыс қой? Күшті дейсіздер. Плюстар кетті, керемет. Ондай болса, енді қараңыздар. Қарыз алғанда не болады? Қарыз алғанда біз өткен шақ, ол өтіп кетті, Біз өткен шаққа барып орала алмаймыз ғой. Болашаққа ақша жетпейді. Біз қараңыз, егер біз қазір қарыз алатын болсақ, онда біз болашақтың ақысына кіреміз. Осы слайд тоже өте маңызды, оны да прям скриндеп, жазып, түсініп алсаңыздар, осы нәрсені түсінгеннен кейін сіз қарыз алуға бармайсыз. Қанша қарыз мені дамытады деп ойласаңыздар да, қарыз уже алуға бармайсыз. Өйткені сіз өзіңіздің болашағыңыздың ақысына кіріп отырсыз. Яғни қараңыз, мен энергияны жасамадым әлі, Ол энергия әлі берілген жоқ, бірақ оның орнына мен мына затты алып алдым. Мысал ретінде iPhone. Жоқ, мен iPhone-ды қарызға алмадым, біз кәдімгідей ақша төлеп алдық. Просто мысал ретінде келтірейін, iPhone ретінде. Мысалы, мен iPhone алатындай энергия әлі жасаған жоқпын. Мен уақытымды, ресурсымды, қабілетімді жұмсап, жұмысқа барған жоқпын. Бірақ мен iPhone хочу, жаңағы кішкентай баланың күйін қосамыз, жоқ, я хочу iPhone дейміз да, әлі бұл iPhone-ды алатын энергияны әлі жасап үлгермедік. Яғни біз ол энергияны қайдан аламыз енді? Тек қана болашақтан аламыз. Сондықтан біз не істеп отырмыз? Біз қарыз алған кезде біз автоматты түрде болашақтың ақысына кіреміз. Болашақтың ақысына кіру деген сөз, это добровольное рабство, если шын айтатын болсақ, өйткені мен әлі ол ақшаны жасаған жоқпын, бірақ жасамай тұрып, мен мына затты алып алдым ба, все, мен мына заттың құлымын. Өйткені мен бұған әлі өзімнің энергиямды, өзімнің болашағымды төтеп бітірген жоқпын. Ақысын әлі төлемедім. Түсініп отырсыздар ма? Кімге осы идея өтті, инсайт алдыңыздар, давайте тоже
Эмоджи қалдырыңыздаршы. Кімге осы идея өтті? Так, осы тұрғыдан қараңыз, Нұрзия ханым шығар, иә? Мысал өте көп келтіріп, нақты мәліметтер аздау деген кезде, мен сіздерге мәліметтер беріліп жатыр. Егер мысал аз болатын болса, сіз ми қабылдамай қояды. Ми тек қана мысалдарды қабылдайды. Сондықтан, енді мен ми жұмысын зерттеп, оны танып жатқан адам болғандықтан, мен бүкіл сабағымда өте көп мысал келтірем. Өйткені мен сіздерге просто таза тек қана формула бере салсам, ол нәрсе өтпейді, өкінішке орай. Оған тек қана мысал берген кезде ми айтады: все, вот енді түсінім дейді. Өздеріңіз де кешеден бері ми туралы айтып, сосын Дубай мен Непал деген мысал келтірген кезде ғана адамдар түсінді ғой. Сондықтан да мысал өте көп болады. Ол жағынан енді себебі содан. Түсінікті ғой? Супер дейді. Өте пайдалы болды осы тақырып. В общем, 3-4 айналым көре берсең түсіне. Мынау енді зор болды дейді. Плюс оттар өтті деп жатырсыздар. Керемет. Супер. Ал ипотека алу оңай емес шығар. Өйткені баға қымбаттап жатыр. Өзім жинап бәрібір жете алмаймын. Қазір жетеміз. Ақбота ханым, мен сізді әлі ұмытпадым. Мысалды көп айта беріңіз дейді. Ой, рахмет. Ерлан Ғалымжан Аманқосұлы, рахмет пікіріңізге. Расымен де мысал айтылмаса, сіздердің ақпарат түсінулеріңіз өте қатты қиындап кетеді. Сондықтан мысал өте көп болады. Менің рычаг курсымда да мысал өте көп. Білмеймін, қай курста алмасын, менде мысал өте көп. Және айналайын мида мен вообще сіздерге прям қай жылы, қай ғалыммен эксперимент жасалды, сол мысалдарды өте көп келтіргім келеді. Сондықтан мысалдарды көп күтіңіздер. Так, айлық табысы бар адам суманы бірден бергенше табыстан арнаулы суманы бөліп төлеген дұрыс деп ойлайды ғой. Грамотность па? Жоқ, ол басқа нәрсе. Қазір Айда ханым сабақтың соңында айтамын, хорошо? Так, мысалсыз потеря боламыз ғой. Вот. Кто в теме сразу түсінеді, иә? Мысалсыз, шынымен де потеря болып сабақ түсінбейсіздер. А так мысалмен өтеді. Супер дейді. Гүлжан ханым, сізде кеше өлә деп жазудың қатысушысыз ау деймін, иә? Керемет. Алғым келіп тұрады, қызығып кредитке жинай алмағансың. Жоқ, қараңыз. Енді осы мынау қарыз алғанда біз болашақтың ақысына кіреміз дегенді ұққан кезде біз қарыз алуды тоқтатамыз. Прям осыны миға кәдімгідей шегелеп қадап алу керек. Қараңыздар. Мынау нәрсені мен қазір қалаймын, бірақ мына затты алатындай энергияны мен әлі жасап үлгермегендіктен, ол энергияны сіз қашан жасайсыз? Ол энергияны сіз тек қана болашақтан жасайсыз, өйткені өткен шақ ол өтіп кетті. И біз когда қарыз алған кезде біз автоматты түрде болашақтың ақысына кіреміз. И келесі жолы сіз бір затты көресіз, я, сол кредит затты қарызға алғыңыз келіп тұрса, сіз уже ойлайсыз, мысалы ретінде, мен мына затты алу үшін менің бұл 4 айлық, 5 айлық, 9 айлық өмірім. Сіз өзіңіздің 9 ай өміріңізді мына затқа беруге дайынсыз ба? Яғни 9 ай бойы это прям добровольное рабство деп аталады. Бізде өкінішке орай жаңағындай мысалы мынандай заттар сияқты алып алып, сосын кәдімгідей ақша жете салмай, қиналып, қарыздан қарызға батып жүргеніміз де осыдан. Ал егер біз қарызға деген көз қарасымыз басқа болатын болса, жаңағындай, так, қарыз это не просто қарыз, а қарыз ол болашақтың ақысы деген идея миға қонса, онда қарыз алу, онда уже алмайсыздар. Түсінікті ғой, я? Керемет, прям билеп жатырсыздар. Тема. Ары қарай кеттік. Ми қарызды түсінбейді. Расымен де ми ол вообще қарызды түсінбейді. Ол рахатын сезінеді, бірақ қараңыздар, не үшін тағы қарыз бізге негативті жұмыс жасайды? Себебі ми мынаны айфонды алдым, так, я кайфанула, блин, тема, фото күшті түсіреді екен, мынау бүйтіп жасайды екен деген сияқты. Былай күшті қолданамыз да, бірақ кейін не істейміз? Ми оны түсінген жоқ қой, ол рахатын сезініп алды. Не істейді сосын? Мынаның ақысын кейін ақша төлеп бастаған кезде біз не істейді? Ми ол уже қарсыласады. Ми айтады, все, стоп, мен жұмыс жасамайым. Все, стоп, мен бармайым деген сияқты. Сіздің әрекетіңіздің саны азаяды. Ал әрекеттің саны азаюы, яғни қарыз, ол табыс көзіндегі ең бір басты бөгеттің бірі болып табылады. Осы жағынан түсінікті ғой, я? Қарыз не туралы екен? Түсінікті ме?
Одан мына сұраққа жауап беріңіздер. Ақша жетпейді, қарыз алмасақ не істесек болады? Енді қарызды біз просто так тоже алмаймыз ғой. Қарыз ақша жетіспегеннен кейін аламыз. Сондықтан қарыз алмасақ не істеуге болады? Осы сұраққа жауап берейікші. Сіздердің бір сұрақтарыңа деген жауапты оқиын, кейін өзімнің жауабымды айтамын. Слайдты жазып үлгермей жатырмыз. Уайымдамаңыз, запись болған кезде тағы көресіз. Күту керек келесі жалақыны. Алдыңғы слайд, давайте, алдыңғы слайд көрсеттім. Қарыз, табыс жолындағы басты бөгет. Қосымша табыс, так. Қосымша ақша табуды қарастыру керек. Жақсы, жаңа табыс көзі, керемет, мүмкіндік іздеу керек. Экономға көшу. Сразу жауаптарыңыздан көрініп тұр. Кімде қандай установка ақшаға деген қарым-қатынас? Табыс көзін арттыру. Керемет. Все, слайды жазып қойдыңыз ба? Марат мырза, қателеспесем. Жазып алсаңыз ары қарай кеттік. Сіздер ақша жетпейді, қарыз алмасақ не істесек болады? Өздеріңізде дұрыс жазып жатқандай табысты көбейту керек. Халқым, давайте табысты көбейту амалдарын көп жасайық. Бірақ бұл жақта көп адамның идеясында просто тек қана зарплата деген нәрсе тұрады. Все, болды, блин, мен мысалы там 150 мың теңге зарплата алам, все, где еще табыс? Қайда табыс көзі? Қайда деген сияқты мида даже идея жоқ, я, бірақ мен сіздерге айтайын. Я көбінің проблемасы то, что именно идея жоқ. Бірақ мен даже өзінің миымды көндіріп, миымен жұмыс көп жасағанның арқасында, менде қазір табыстың көзі 5 емес, әйтеуір ойламаған жерден табыс келіп тұрады ғой. Ойламасаң да әйтеуір табыс келіп тұрады. Яғни қараңыздар, қайталап айтайын, менің бір басым өзінде бір компания, 2 жұмыс, 4-5 проект, курстарым бар, консультацияларым бар. Одан басқа кейде ойламаған жерде маған бір компаниялар келеді, айтады, менің сотрудниктеріме біздің командаға ми туралы сабақ айтыңызшы деп, құрып келіп сабақ айтып бергеніме ақша төлеуге дайын. Яғни сіз де тура сол сияқты мүмкін екенін жан-жақтан кеше бірінші сабақты қайталап естеріңізге түсіріңіздер. Вот сіздерге даже слайд тұр. Ладно, оны қазір көрсетемін. Бірінші сабақты көп қайталаймыз, сол кезде идея өте көп. Қорқыныш туралы ертең 3-ші сабақта көп айтамыз, сондықтан ертең сабаққа келіңіздер, хорошо? Сол ғой. Енді қараңыздар, бір қызық нәрсе айтайыншы, қарыз мәселесіне келген кезде. Просто вот кімге таныс? Біз шыны керек, шынайы давайте айтыңыздаршы, ипотека, рассрочка алған кезде, мысалы, кімнің ойында ипотекасыз, рассрочкасыз зат алуға болады деген идея кімде бар өзі? Жоқ, дұрыс, барлығы бір Алланың қолында, бірақ жауапкершілікті толыққанды Құдайға артып қоймай, Құдай бізге бүкіл керек нәрсенің бәрін бізге жаратқаннан кейін, бізде басымызды қосып жұмыс жасауымыз керек. Түсініп отырсыздар ма? Менде дейді. Вот, видите, расыменде ешкімнің ойына, мысалы, андай идея келмейді ғой. Так, все, мен қазір бағамда полный суммаға квартира алам, все, полный суммаға машина алам деген сияқты. Барлығы үй алса да ипотека іздейді, машина алатын болса рассрочка күтеді деген сияқты. Ипотекасы үй алу қиындау. Блин, Индира ханым, ондай, вот сізде сондай идея болғандықтан, кешегі Непал мен Дубайдың мысалын қайтадан естеріңізге түсіріңіздер. Ипотекасы үй алу қиын деген идея мида тұратын болса, онда сіз сәйкесінше вообще ипотекамен ғана үй ала аласыз. Өйткені сіз үй алудың бірақ возможностьін көріп тұрсыз, в том плане, что ол ипотека ғана арқылы алынатын деген сияқты. Мимен көп жұмыс жасау керек, халқым. Енді оның жолдары өте көп расыменде. Мысалы, ең қызық, мен сіздермен де бөлісейін. Мен де кезінде бір квартира алғым келген кезде мен әртүрлі государственный программалар іздеп, ипотекалар іздеп, неше түрлі нәрсе жасап, энергиям соған көп кететін. И бір күн мен ойладым, неге мен пәтерді қарызға алуым керек? Неужели менің басым толыққанды суммаға барып үй ала салуға жетпейді, деген секілді мидағы идея ауысқаннан кейін мен сәйкесінше өмірде басқа әрекеттер жасағанның арқасында менде басқа
нәтиже бар. Бірақ вообще по идее қазбалап келсем, мен телеграм каналда бір күні бөлісемін. Жоқ, арзан емес. Қайтадан не үшін сіздер өздеріңізді шектейсіздер? Олай шектеуге болмайды миды. Сіздер сразу арзан үй алам, анау мынау деген сияқты ми соған қатысты әрекеттер жасайды. Біз өзіміздің миымызбен көп жұмыс жасасақ, сәйкесінше әрекетіміз өзгереді. Әрекет өзгерсе, не өзгереді? Нәтиже өзгереді. Кеше сабақта мен осы тақырыпты көп ашқам, сондықтан бірінші сабақты қайталап қараймыз. Жақсы ма? Вот. Бірінші күндегі тапсырманы орындау өте маңызды. Жақсы ма? Қандай тағы бір установка шықты, я? Басқа адамдар бай, басқа адамдар сөйтеді, бірақ ол мен емес деген сияқты. Менде айтайын, 2020 жылы 10 миллион теңге қарыз болды. Это не так, что менің әке-шешем бай болып, мен қазір ақша туралы, қарыз туралы айтып, 2 сағат консультациям үшін 150 мың теңге алам. Жоқ, олай емес. Миымның жұмысын жасағаннан кейін мен қазір қарызымды жауып жақсы болып отырмын, я? Сондықтан осы тақырыпқа дейін барлығы түсінікті болса, біз сабағымыздың келесі бөліміне көшеміз. Қарыз жаман екенін түсіндік. Қарыз енді алмаймыз, оны түсіндік. Енді не істейміз? Қарыз жаман, бірақ қарыз уже алып қойдық, я? Енді қалай қайтарамыз деген сабақтың келесі бөліміне көшеміз. Олжас мырза, чек жіберген ханымға жіберіңіз, сізге жібереді. Жауап береді. Мен жазып қойдым менеджерге, сіздерге жауап береді, хорошо? Көмектесемін, Гүлзира ханым, миды тану арқылы, хорошо? Так, давайте қараңыздар. Осы уақытқа дейін, егер барлық сабақ түсінікті болса, плюс қоямыз да келесі сабақтың бөліміне өтеміз. Қарыз жаман екенін түсіндік, қарыз енді алмаймыз, ақша және энергия туралы айттық. Бірақ уже қарызымыз бар ғой, енді не істейміз деген сұрақ бар, я? Яғни қалай қайтарамыз деген сабақтың бөліміне көшейік. Сонда ішіңе, ол туралы қазір тоже айтамын. Так. Все, маңыздысы осау. Все, маңызды тақырып. Енді ең бірінші жаман жаңалықтан бастайық бірден. Қарыз жаман, я, оны алып қойдық, оны енді қалай қайтарамыз? Сразу жаман жаңалық айтамын. Как раз вот наз енді толыққанды жазбапсыз, я, 12 миллион қарызға қатысты. Сразу айтайын. Жаман жаңалық бірден, кешегіде сабақтың қорытындысы ретінде құтқарушы жоқ дедік, я. Барлығын бір сәтте қайтару мүмкін емес. Осы нәрсені түсініңіздер, пожалуйста. 2,5 миллион кредит бар. Хорошо, қазір кредит туралы тоже айтамыз. Қараңыздар, жаман жаңалық барлығын бір сәтте қайтару емес. Ашы шындық осы, вот прям осыны түсінсеңіздер, кім осы ашы шындықты түсінеді, сол кезде қарыз қайтарып бастайсыздар. Вот мен өзінің ситуациямды айтайын, сіздер қазір 2,5 миллион, 12 миллион деп айтасыздар. 2020 жылы менде ай сайын жаңа қарыз ала беріп, бір кезде қарызды санасам жаңа 5 миллион болып кетті, бір кезде қарасаң 7 миллион, бір кезде қарасаң уже 10 миллион. И мен всегда бүйтіп армандайтынмын. Уже 10 миллион қарызым бар ғой. Мен не деп ойлайтынмын, ситуацияны елестетіңіздер. Мен ойлаймын, 10 миллион теңгені қазір біреу келеді, менің платформамды сатып алады 10 миллион теңгеге, и мен сол ақшаны алам да бүкіл қарызымды бүйтіп жауып тастаймын да, и все. Бір сәтте алам да рахат өмір сүре бастаймын. Кімде осындай иллюзия бар? Давайте шынайы жауап беріңіздер. Менде деп. Кім бүкіл қарызды бір сәтте жаба саламын деп ойлайды? Ләззат ханым, ол енді плюстар табу тоже бар. Ол туралы тоже айтам. Смело жүріп қой жабамыз деп дейді. Менде бар, жоқ дейді. Менде. Шын айтам, менде де тура сондай иллюзия болды. То, что біз барлығымыз қазір какой-то бір волшебный, бір сиқырлы нәрсе күтіп отырмыз да, все, біреу келеді да бүкіл қарызды бір сәтте жаба салады и рахаттанам. Егер біз әлі күнге дейін осылай ойланатын болсақ, қарыз ол ешқашан азаймайды. Себебі біз әрқашанда сиқыр күтіп отырамыз да, әрекетке көшпейміз. Егер біз әрекетке көшпесек, не болады? Сол кезде сіз қарызды жаба бастайсыз. Жақсы ма? Сондықтан бүгін прям қағазға жазып алыңыздар. Бүкіл қарызды бір сәтте жабу, ол өтірік.
біз ақырындап, егер все, мен қазір қарызды ақырындап жаба бастаймын деген шешімге келсеңіз, сіздің қарызыңыз азая бастайды. Ал егер сіз жаңағындай иллюзиямен өмір сүретін болсаңыз, онда сізде қарыз, скорее всего, жабылмайды. Өйткені сіз бір сиқырлы таяқшаны күтсеңіз, сіз всегда сол қарызбен жүресіз. Сондықтан қарызды қалай жабамыз деген сұраққа мен сіздерге прям по пунктам қазір жауап беремін. Ең бірінші, қарызды толық жабамын деген иллюзиядан арылу керек. Кім осыны ертерек ащы шындықты түсінеді, сол кезде сіз қарызды жаба бастайсыз. Оған дейін қарыз жабу екі талай. Түсінікті ме? Кімге өтті? Кімге өтті осы нәрсе? Кім иллюзиядан арылды? Прям жазыңыздаршы. Все, болды, иллюзиядан арылдым. Жауапкершілік өзіме алып, қарызды жаба бастаймын деп жазыңыздаршы. Прям қазір, прям чатқа немесе қағаздарыңызға жазыңыздаршы. Так, түсінбедім. Так, плюс кетті. Қазір қайталап айтамын. Давайте қорытындылаймыз. Когда біз қарызды бір сәтте жабамыз деген иллюзиямен өмір сүретін болсақ, біз ешқашан ол қарызды жаппаймыз. Өйткені біз ол қарызды біреу жабады немесе бір сиқырлы таяқшамен кеп жабыла салады деген иллюзия миымызда тұрғандықтан, біз өмірде, шын өмірде ол қарызды жабуға әрекет жасамаймыз. Себебі біз одан бір сәтте құтыла саламыз деген иллюзиямен өмір сүріп тұрмыз. Кабота мынау көздеріңізде қара очки сияқты, сіз еш нәрсе көрмей тұрсыз да, кабота қарыз көрмей тұрған сияқты. Ой, ол қарызды біреу кеп жаба салады, ол бір сәтте жабыла салады деген сияқты идеямен сіз жүрген кезде ол қарызды ешкім кеп сізге біреу жауап бермейді. Сондықтан сіз қазір шындықты түсіну керек. То, что қарызды жайман деп жауап бастау керек. Басқа мысал келтірейін. Вот, мысал не үшін керек? Қайталап айтайын. Қарызбен примерно то же самое. Мысал ретінде, менде қазір артық салмақ бар, я? Ладно, это басқа тема, но вообще бұл салмақ бір, мысал мен немесе сіздер өз елестетіңіздерші, қазіргі салмақтарыңызды қазіргі салмақтарыңыз қандай? Енді өздеріңіз білесіздер ол салмақты. Сол салмақты елестетіңіздерші көз алдарыңызға. Или өзіңізді қазір, я? И вот вы можете себе представить, что келесі күні, Марат мырза, давайте сіздің примеріңізде айтайық. Вот сіз қазір 70 килограммсыз, я? Ертең сіз таңертең көзіңізді ашсаңыз, сіз ертең 90 килограмм болып кеттіңіз. Қандай күйде боласыз? Немесе Ләззат ханым, сіз қазір 63-сіз, я? Таңертең көзіңізді алдыңыз, мысалы сізде тоже 93 килограмм болып тұрсыз. Қандай реакция болады сіздерде? 90 не істейді? Шок болады, я? Мысалы біз 70 килограммен ұйықтадық, таңертең тұрамыз, 90 болып кеттік. Шок боламыз ғой, я? Біз ол салмақты бір күнде жинамаймыз ғой. Біз салмақ жинасақ та, мысалы 70 килограмм болсаңыз да, сіз бір күнде 70 килограмм болмадыңыз ғой. Сіз бір уақытта 50 килограмм болдыңыз, сосын 55 болдыңыз. Ақырындап салмақ жинадыңыз да, вот бүгін мысалы сіз 70 килограмм болдыңыз, я? Немесе артық салмақ адамдары тоже сіздер бір түнде ұйықтап тұрғаннан кейін үлкен салмаққа ие болмадыңыздар ғой. Сіздер не істедіңіздер? Сіздер ақырындап ол салмақты жинадыңыздар. И біз енді қараңыз, 4-5 жыл бойы жиналған 20-30 артық килограммды мы хотим алып бір сәтте арықтай салуға, да? Кабута былай, бүгін мысалы 90 килограммен ұйықтадық та, таңертең 70 болып тұра салғымыз келеді. Қарызбен тоже самое. Вот сіздерге керемет мысал. Біз жылдар бойы жиналған 20-30 килограммды бір күнде тастай салғымыз келеді. Жылдар бойы жиналған миллиондаған қарызды біз бір күнде жаба салғымыз келеді. Халқым, айналайындар, ондай өтірік миф ол. Мүмкін емес деп өздеріңіз жазып жатырсыз ғой. Тура сол сияқты жылдар бойы жиналған салмақты бір күнде тастай алмасақ, жылдар бойы жиналған қарызды бір күнде жаба салу ол мүмкін емес. Сондықтан осы ащы шындықты түсінген адам сол кезде қарызды қайтарып бастайды. Түсінікті ме? Енді түсіндіңіздер ме? Жаңа түсінбедім деп жазып жатқан халқым қалай? Енді өтті ме мысалмен? Түсінікті болды ма? Тема. Плюстарыңызды көрдім, ондай болса ары қарай кеттік. Прям эмоджи жалыңыздаршы маған. Ұнайды, гүл жіберсеңіздер. Ой, рахмет, өтті деп жатыр. Керемет. Все, ондай болса, бірінші пунктпен жұмыс жасасақ, енді екінші жаман жаңалық бар. Қарызды қалай да қайтаруымыз керек.
қарыздан қашпаймыз. Келістік пе? Осы енді екінші жаман жаңалықпен жұмыс жасайық. Яғни бірінші біз түсіндік қой, что жылдар бойы жиналған қарызды бір күнде жаппаймыз, біз просто қарызды жабамыз деген жауапкершілікті өзімізге алған кезде қарыз сол кезде азая бастайды. Екінші жаман жаңалық. Енді қараңыздар. Екінші, көп адамдар қарызын жасырып, болды, қарыз жақын келмейді деген нәрседен қашып жүреді. Марат мырза, қазір ақпарат әлі көп, уайымдамаңыз. Көрдіңіз бе, қаншама адамға бұл инсайт болып жатыр. Сондықтан бұл міндетті түрде айтылу керек болатын ақпарат, иә? Так что ары қарай күтеміз. Енді осы екінші тұрғыдан сіздерге прям тапсырма. Сіздерге қазір 3 минут уақыт беремін. Кімге және қанша қарызсыздар, соның тізімін жазып шығыңыздар. Пожалуйста, жаңа чаттың ішінде 12 миллион теңге қарызбын, 2,5 миллион теңге қарызбын деген хаттар келіп жатыр, иә? Қарыз жоқ болса, мен сізді құттықтаймын. Кайфуйте от этого. Енді бүгін бізде қарыз тақырыбы болғандықтан, біз қарыз тақырыбын қозғап жатырмыз, хорошо? Қарыз жоқ. Кайф, классно, құттықтаймын. Ал кімге қарыз бар? Жаңа жазып жатырсыздар. 2,5 миллион, 12 миллион кімге және қанша қарызсыз, прям тізіммен жазып шығыңыздар, хорошо? 3 миллион қарызбын. Список дайын дейді. Каспий банк, миллион. Отбасылық, Каспийге 500 мың, 2 миллион. Да, кімде рекорд? Давайте аукцион жасаймыз. Топ деген сияқты. 4 миллион. 2,5 миллион. Жақсы. Қанша? 10 миллион ба? 50-60. Короче, 12 миллион. Ақмарал ханым аукцион жеңді. Менің ең үлкен қарызым ол 10 миллион теңге болды алдыңғы жылы. 8 миллион дейді. 800 мың. Қазір андай 12 миллион, 8 миллион дегеннен кейін алғашқы там 300 мың теңге, 60 мың теңге деген халқым уже кішкене біртүрлі оқыған шығарсыздар, иә? 40 мың қарызмын. Қараңыздаршы, қандай аудитория араларыңызда мысалы 40, 50, 100 де жатырса да, еще араларыңызда 10, 8, 12 миллион деген тағы да аудитория, иә? Хорошо. Осы тұрғыдан 15 миллион. Все, хорошо, тема. Осы тұрғыдан давайте қарызға қатысты мен сіздерге қарыздарыңызды жақсы көріп қалудың бір несін айтайын, иә? Қарызды жақсы көріп қалғыларыңыз келеді ме? Бір маған тағы да көмектескен техника осы, бірақ қате түсін қалмаңыздар. Ол қарыз алу деген сөз емес. Қарыз ол жаман. Қарызға вообще жоламау керек. Бірақ сізде қарыздарыңызды жазып отырсыздар ғой, иә? Қанша қарыздарыңыз бар болса, значит, сіздің потенциалыңыз ай сайын сонша ақша таба аласыздар сіздер негізі, ше. Яғни сіз мысалы қазір 2 миллион қарыз болып тұрсаңыз, яғни сіздің миыңыз уже 2 миллион деген суммада жұмыс жасайды. Просто сіз ол минус 2 миллион дегенді алдындағы минусты плюсқа айналдыруыңыз керек. Яғни сіздің потенциалыңыз бар деген сөз. Түсінікті ғой? Егер сіз даже сондай жоқ, мен бір көтере алмайтын жүк берілмейді деген секілді сүре бар ғой. Енді мен діни кішкене білімім таяз болғандықтан кейін мен ондай нәрселерді көп айта бермеймін, бірақ расымен де егер сіз сондай қарызға батсаңыз, яғни сіз оны жауып, еще оның сыртынан сонша ақша табатындай мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Сондықтан қазір қарыз өте үлкен болса, вы не должны прям отчаиваться, все, өмір бітті, өмір түңірді деген нәрсе емес. Вы должны что сделать? Так, дауысым жоқ деп жазып жатыр. Менің дауысым естіліп тұр ма, көрініп тұр ма, плюс қойсаңыздар, естіліп тұр деп жазасаңыздар, өйткені Дана ханым дауысы жоқ деп жазылып тұр. Плюс. Дана ханым, проверьте, может, вы где-то там қайтадан қоссаңыздар, онда нетеді. Хочу через плюс надо барсақ. Жаңалық қой дейді. Түсіндіңіздер ғой, яғни сіздерде қарыз өте көп болса, это не повод отчаиваться. Яғни сіз сол қарызды жауып плюсқа шығатын мүмкіндігіңіз бар. Тура сол сияқты мен 2020 жылы жиналған қарызды 10 миллион теңгені қазір қай ай? Июнь, 6 ай ғой, иә? 6 ай болса, 6 айда мен 10 миллион теңгенің қарызын жауып тастаған қызбын. Және мен ай сайын енді примерно сол суммаға тоже жақында қалдым. Түсініп отырсыздар ғой, иә?
6,5 миллион дейді. Неше се. Сондықтан кімге қанша қарыз екенімізді жаздық. Так что қарыз көп болса, сіздер қазір нағыз жұмыс жасап, ол қарызды жабатын сәттеріңіз ол дәл қазір осы сәт. Осыдан кейін уже төменге түспеңіздер. Вот зафиксируйте вот эту сумму. Все. Мен бұны түсінген кезде мен 10 миллион қарызды былай сыздым да, и 10 миллионнан ары қарай төмен түспеудің барлық әрекетін келтіріп, 6 айда 10 миллионның қарызын жауып тастадым. Еще ол 10 миллионды жапқан кезде ана қиналып, соңғы теңгемді беріп емес, ойнап күліп жүріп, ақша тауып, бүкіл қарызымды жауып тастағам, иә. Сондықтан сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Енді кімге қанша қарыз екенін жазсыңыздар, енді осы тұрғыдан қайсы қарыз зәру, ең көп энергия алатын қайсы, соны да белгілеп қойыңыздар. Прям бүйтіп красный кружочекпен мынау мені қатты толғандырады деген сияқты нәрсені сіз қойсаңыздар болады. Хорошо? Енді қараңыздар. Уже жолдарын айттық. Енді нақты стратегияларға көшейік. Хорошо? Нақты стратегияларға көшейік. Бірнеше стратегия бар. Ең бірінші стратегия қарыздардың ішінен ең майдасынан бастап жабу. Себебі қараңыздар, қарыз ол біздің кәдімгідей энергиямызды сорып алып, энергиямызды жоқ, енді расымен де бәрі толғандырады ғой, бірақ кейде болады, кейбіреулері прям жанып тұрады, кейбіреулері кейін төлесе де болады деген сияқты қарыздың өздерінің түрлері бар. Сондықтан бірінші стратегия не істейміз? Мысал ретінде сізге там ипотекаға телевизор бар, Каспий Ред ба, ломбард ба, майда техника ма, мысал ретінде осындай бүкіл қарыздарыңызды жазып аласыздар ғой, прям по пунктына кімге не қарыз екенімді. Осының ішінен аласыздар да, энергияны көп сұрады ау, немесе проценті ең көп ау деген нәрсені бірінші қатарда жауып алу керек. Мысалы ретінде, сіз ипотекаға 150 мың теңге жабу керексіз, бірақ сіз мысалы там 10 мың теңге, 20 мың теңгеңіз артылып, немесе бір қосымша табыс көзі ретінде ақша табылса, сіз оны барып ипотеканы жаппайсыз. Сіз барасыз, мысалы ең бірінші энергияны көп сорып алатын, проценті өте көп барасыз, мысалы ломбардты жауып тастауға тырысасыз. Или там мысалы мен мына жақта ломбард пен майда техника деп тұр ғой, мен барып ең бірінші майда техника, там общий қарыз 15 мың теңге болса, аққала техникасы, аққала техникасы, соны да қолдансаңыздар болады, яғни сіз всегда ең бірінші стратегия ол кредиттің санын азайтып, азынан жауып, энергияны көп сорып, проценті үлкен нәрселерді жауып тастап, кейін крупныйларға көшесіз. Сонда қараңыз, мысал ретінде менде осы жақта мысалда 5 түрлі қарыз болса, оның біреуін жабу арқылы менде уже ми 5 қарыз емес, менде 4 қарыз бар екен түсінген кезде, ол сәйкесінше әрекетке тезірек бара бастайды. Сондықтан аққала техникасын қолданыңыздар. Енді менің жағдайымда менде басқа жағдай болды. Менде майда кредит деген болған жоқ. Мен 2020 жылы бір кәсіп бастаймын деп, жаңа IT компания ғой, ай сайын бүкіл арендасымен, зарплатасымен барлығының шығын ай сайын 1 миллион теңге болған. Бірақ ол кәсіп маған ондай табыс көзіне әкелмеген. Ол өзінің бір оқиғасы өте ұзақ. Басқа сабақтарыма келіңіздер, тағы да айтып беремін. Атак менің жағдайымда ол осындай болған. Ай сайын мен 1 миллион теңге барлығын жабу үшін төлеуім керек. Менде ол ақша жоқ. Мен бір банкке барам, 1 миллион теңге сұрайым. Екінші банкке барам, келесі айда екінші банкке барам, сұрайым. Үшінші айда тағы да бір жақын адамға барып, мен почти осындай әр нәрсеге 1 миллион теңгеден қарыз болған. Осы кезде мен не істедім? Менің техникамнан, мысал ретінде мен табыс тапсам, мен барып біреуін жапқан жоқпын. Бірінші стратегияда мен керісінше барамын да, мысалы майда техника деп тұрма, соны жабуға тырысамын. Екінші стратегияда мен бәріне бірдей қарыз болып, барлығы қатты шулағаннан кейін мен табыс тапсам, мен оны мейлінше бөліп кішкене маған звондап менің бүкіл энергиямды сорып, уақытымды алмау үшін мен бір кредит шулай бастайды ма банк, соны барып өшіріп тастаймын. Кішкентай ақша болса да барып төлеп тастаймын да, айтамын, все, міне мен не то, что мен қашып жатырмын сіздерден. Жоқ, мен кредит төлеймін, ешқайда қашып жатқан жоқпын, жұмысын жасап жатырмын, просто дайте мне время деген сияқты барамын да, бір пожарды тушить етемін, екіншін тушить етемін, сөйтіп шулайтын, энергияны көп алатын кредиттерді жауып бастадым. Осы тұрғыдан маған қатты көмектескен нәрселердің бірі бұл ашық сөйлесу.
келісім сөздер жүргізу. Көп адамдар ойлайды, банктен кредит алса болды, ол қатып қалған заңдылық, все бітті, енді менде басқа амал жоқ деген сияқты. Жоқ, кез келген адаммен келім сөзге баруға болады. Банкпен де келісім сөзге баруға болады. Мысал ретінде сізге банк өте көп звондай беріп, мазаны алып сөйтетін болса, вы можете банкке барып, и то банк ондай нәрселерді керісінше жақсы көреді. То, что банк ол кейін жаңағыдай қарызды жабу үшін коллекторлардың зарплатасы, анауысы бар, неше түрлі нәрселер бар ғой, сіз өйтпейсіз. Сіз банкке барасыз да, ол сізге келіп, мысалы, сіз ғой, сізді келіп төтеп басып бүкіл энергияңызды сорып алғаннан гөрі, сіз өзіңіз банкке бірінші баратын болсаңыз, сіздің қарыз жабу мүмкіндігіңіз көбейе түседі. Өте көп келісім сөз жүргізуден қорықпаңыз, ашық сөйлесуге қорықпаңыз. Менің жағдайымда, қараңыздар, мен уже 5-6 адамға 1 миллион теңгеден қарызбын, Қазір есіме түсірсем, прям ужас. Сосын мен не істеймін, менде ол қарыздың бәрін жабатын ақша болған жоқ. И мен жақын адамдарыма, мысалы, 1 ай, 2 айға қарыз сұрасам, мен жоғалып кетпедім. Мен 1-2 айдан кейін оған қарыз қайтаруым керек па, мен звондап айтамын. Бүкіл ситуацияны түсіндіріп айтамын. Бизнесім қандай жағдайда екенін түсіндіріп айтамын. Айтамын, мен жоғалып кетпедім. Мен бармын, пожалуйста, маған тағы да уақытты создырып беруіңді сұраймын деген сияқты, Может, үстінен 1% қосып берем, или еще что-нибудь, но, пожалуйста, маған тағы уақыт берші деймін да, бүкіл нәрселермен келісуге тырысамын. Сондықтан сіздер де келісуге қорықпаңыздар, хорошо? Жоқ, банкпен де келісуге болады. Ол қиын, ол кішкене намысқа тию мүмкін, неге тию мүмкін, бірақ сізді жеп, сосын коллектормен звондап, бүкіл туысқандарыңызға звондағаннан бұрын банкке барасыз, айтасыз, мен жоғалып кетпеймін. Менде қазір, пожалуйста, кәсібімде кішкене минус болып жатыр, менде табысым болмай жатыр дейсіздер де, банктен дополнительное соглашение деген нәрсе бар. Яғни, мысал ретінде сіз кредит алған кезде бір құжат түрі бар ғой, соның қасына тағы да басқа ситуацияларды алады, оны қосымша условия ретінде тағы да қосады. Яғни мен не істедім? Мен айттым, маған отсрочка беруін сұрадым. Менен рефинансирование жасауын сұрадым, яғни уақытша деген секілді. Мен всегда келісім сөз өте көп жүргізгем. И сіздер де одан қатты қорықпаңыздар, хорошо? Мен өзімнің 10 миллион кредитімді солай жаптым. Яғни әрқашанда әрқайсымен келісудің арқасында мені коллектор іздеп, жақындарым күнде звондап, ақша қайда деп сұрамай, олар сөйтіп менен сұрағанға дейін өзім хабарласып, ситуацияны түсіндіріп, мен уақыт сұрайтынмын. Пожалуйста, менде тағы да уақыт бер, мүмкіндік бер, менде жұмысым қазір атады, жұмыс дейді, барлығы болады деп келісім сөз жүргізуден қорықпаңыздар. Осы тұрғыдан кім не түсінді? Давайте плюс қойыңыздаршы, пожалуйста. Өйткені қазір тағы да вообще от тақырып дайын тұр сіздерге. Мимен жұмыс десеңізші дейді. Кімге өтіп жатыр вообще? Осыған дейін банкпен келісім сөз жүргізіп көрдіңіз бе? Салқындықпен қабылдау керек қой. Өтті дейді. 8 миллион табу мүмкін дегенді естіп дейді. Керемет, паника көтермей. Вот, қараңыз, егер біз қарызды, қазір түсінем, көбісімізде қарыз бар, қарызды жабу үшін біз паника, энергия алып, жан-жақтан бізге звондап, мысалы, қарызын қашан қайтарасың, или звонокты сбрасывать етеміз ғой көбінесе, олай емес, қашпаңыздар. Сізге звондап жатыр ма, адам қарыз сұрап жатқан, алыңызда айтыңыз, айналайын, мен жоқ емеспін, мен қарызыңды бермейін деп жатқан мен жоқ, қарызыңды да берем, барлығын жасайын, просто маған уақыт керек. Кез келген адам түсінеді, кез келген банк мүмкіндік береді, өйткені ол банкке тоже выгодно. Банкке ол коллекторға төлеп сізді қиындатып, сізден ақшаны выбивать еткеннен гөрі, сізге лучше отсрочка беріп, сіз өзіңіз добровольно ақша беруіңіз, ол банкке де тиімді. Сондықтан мүмкіндігінше банкпен тоже можно келісім жасауға. Сіздер қазір қарызды сондай отношениямен уже жауып басасаңыздар, жаңағыдай иллюзиядан құтылдық қой уже барлығымыз, дұрыс қой? Сразу жабамыз деген иллюзия жоқ. Қарызды біртіндеп жабамыз, и уже біртіндеп жапқанда біз қазір келесі екінші қадам уже келісім сөздерге не істеу керек? Көшу керек. Енді ертең жексенбі, но давайте барыңыздар, хорошо?
Нет, отсрочка жасау еще хуже процент көбейеді ғой дегенде, вы тоже просите, там, любой это тоже возможно. Сіздер всегда, енді қарызға батқанда документ оқымай батып кеттік қой көп жағдайда. Мен той жасаймын дейді, кредит беткенде. Қараңыз. Бұйыртса қазір WhatsApp номерге жазғанда бірінші күннің записін береді ғой, бірінші күнді қайтадан қараңыз. О жақта көп ақша табу туралы көбірек айтты, хорошо? Все, осы момент түсінікті болса, енді давайте технический моменттерді атайын. Өйткені мен андай қарызым болмай, ақша көп тауып жүріп, қарыз деп айтып жатқан адам емес, мен өзінің тәжірибемнен өткеннен кейін сіздермен прям от души өзім қалай жаттым, соның технологиясын беріп жатырмын. Бірінші иллюзиядан құтылдым, то, что мен ешкім кеп құтқарып алмайды, өзің жабасың. Ешкімнен қашпай барлығына жауап бере бастаған кезде энергиям оларға кетпей, энергиям ақша табуға жұмсала бастады, я. Каждыймен келісім сөздер жүргізу арқылы мен қарызымды ақырындап төлей бастадым. Хорошо? Енді иллюзиядан құтылдым дейді. Жарайсыз Құндыз ханым. Бірақ осы сәтте менің ең үлкен бір нем бар. Жасаған қателігім бар. Менің жасаған қатемді қайталамаңыздар, хорошо? Менің қатем, мен кейде 100% қанша ақша табамын, енді менде қарыз өте көп болғандықтан, мен қанша ақша таптым, сол тапқан ақшаның бәрін қарызға жаба беретін. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес екен. Ол не себеп дұрыс емес екен тағы да айтам. Мына ережені де өздеріңізге түртіп алсаңыздар болады. Қарыз жабатын сума өзіңіздің кірісіңіздің 30-40% ғана құрау керек. Вот, дұрыс айтасыз. Қашқан сайын ол сізді де қуады. Ол сізді қуса, сіз қашан ақша тауып үлгересіз. Егер сіз просто адамдардан қашып жүрсеңіз, ақша табатын уақытыңыз болмайды ғой. А сіз когда все деп барлығымен сөйлесіп, тыныштаңдар, там, не мешайте, мен ақша табам, ақша қайтарам деген кезде арттарыңыздан қуаты, и сізде ақша табуға энергия көбейеді. Дәл қазір қараңыздар. Мына нәрсені өздеріңізге түртіп алыңыздар. Қарыз жабатын сума сіздің кірісіңіздің 30-40%-ын құрау керек. Мысал ретінде білем, сіздер айтуыңыз мүмкін, о, қалайша бізде қарыз деген бастан асып жатыр, бәрі ақша сұрап жатыр. Біздің кейде 100% ақша табамыз, 100% қарызға жабуға кетеді, өкінішке орай. Бірақ ол дұрыс емес екен. Себебі ол менің басынан өткен кезде, менде 10 миллион теңгені жапқан кезде, маған мысалы 100 мың теңге біреу жібереді ма, мен сразу барамда 100 мың теңгені қарызға апарып өтеп тастайтынмын. Сөйтемді мен әрқашан нольға кеп түсіп қалған кезде, мен қайтадан басқа ақша табуға энергиям қайтадан жетпей қалатын, я. Сондықтан кешірім сұраймын. Мына ереже, бұл да өте басты ережелердің бірі. Себебі қарыз жабатын сума, ол тек қана кірісіңіздің 30-40%-ын ғана құрау керек. 100 мың теңге ақша түссе, сіз оның тек қана 40 мың теңгесін ғана қарыз жұмсауға бөлуіңіз керек та, қалған 60 мың теңгесін күнделікті өмір сүрулеріңіздің шығындарын өтеулеріңіз керек. Мысал ретінде, мен когда 100% бүкіл қарызы жаба берген кезде, мен бір күні сынып қалдым. Сынып қалдым деген кезде, ол кәдімгідей менің әрекетке жұмыс жасауға деген құлшынысым өшіп қалды. Сөйттім да, мен 2020 жылдың қыркүйегінен кейін қазан ғой, қазан айы бір ай бойы еш нәрсе жасаған жоқпын. Бір ай бойы төсек тартып жаттым. Менде қарыз миллиондап, команда бар, қызметкерлерім бар, жұмыс өте көп, бірақ мен не істедім? Мен қатысына отырмын. Вот, мен потому что біз не істедік, мы себя истощили. Мен қаңтардан бастап қарыз алып, қарыз жауып, әйтеуір қарыздың мәселесімен ғана жүріп, қанша ақша түседі, барлығын қарызға жаба бергеннен кейін, мен қыркүйек айында жұмыс жасап, кейін қазан айында кәдімгідей сынып қалдым десе де болады. Мен кәдімгідей бір ай бойы төсек тартып, ешқандай әрекет жасаған жоқпын. Өйткені мен уже истощена была. Жылағым келген. Сізде вот сол ғой, өйткені мына ережені сақтанбадық. Ал егер де мен осы ережемен жұмыс жасайтын болсам, маған түскен ақшаның 40%-ын ғана қарызға жұмсап, 60%-ын өзіме жұмсайтын болсам, мен бір ай бойы төсек тартып жатпаушы едім да. Бір ай бойы мен басқа қарыздарды жұмсауға әрекет жасаушы едім. Түсініп отырсыздар ма? Кім түсінді? Давайте плюс қойыңыздар, мен сіздерді нетейін.
Вот, егер біз 100% түскен кірісімізді 100% қарызға жұмсайтын болсақ, расымен де депрессия это гарантировано. Сондықтан мына ереже ол прям өздеріңізге прям по факту жазып алсаңыздар болады. Түсінікті ғой? Вот, қараңыз, өзіңіз де жазып отырсыздар ғой, иә? 100% бүкіл кірісті қарызға жапқан кезде, вот 5 ай болды, ештеңе жасай алмаймын. Бірақ бұл, қараңыз, мен сол 1 ай жатқаннан кейін, енді по-любому сен жоғалып кетпейсің ғой, сені қайтадан іздей бастайды, қайтадан. И мен когда иллюзиядан арылып, адамдармен отырып келісіп, и менде энергия пайда болғанда, мен сол кезде қарыз жаба бастадым. Вот, расымен де ми жұмыс істегісі келмей қалады. Сондықтан да мына ережені түсінсеңіздер, просто мен деп жаза салыңыздар. И осыған дейін сіздер қанша ақша табасыздар, бәрін қарызға жабатын болсаңыздар, тек қана 40%. Қаншама жан жақтан өртеніп бара жатса да, барлығы прям зару деп бүкіл ақшаңызды сорып алайын десе де 40%-дан көп бермеңіздер. Одан көп сұраса договаривайтесь и еще раз договаривайтесь. Келіспейтін адам жоқ, қалай да кез келген тығырықтан жол табуға болады. Хорошо? Все болды, түсіндім. Қарызды бір сәтте жапамын, постепенно жабамын, и сол келеді, иә. Мысал ретінде сіздерге тағы да бір мысал келтірейін. Мен когда осы затты түсінген кезде, менде 10 миллион теңге қарызым, мен осы айды уже можете құттықтауға, мен қарызымды жаптым. И да, все, Назерке это сделала. И менің қолымнан келсе, ол сіздердің де қолдарыңыздан келеді, хорошо? Мен сіздерге прям рабочий техниканы көрсеттім. И менде алдыңғы айда, менде мысалы 1 миллион теңге қарыз жабу, немесе 1 миллион теңге, енді 1 миллион емес, 1,5 миллион теңге анамен Дубайға баруға мүмкіндік болған, иә, мысал ретінде. Точнее, менде ақша болды да, мен ол ақшаны қарыз жауып тастап, уф деуге болушы еді, иә. Бірақ мен білдім, егер мен қазір соңғы, мысалы там, соңғы емес, твай қазір ақша жан-жақтан түсіп жатыр ғой, ол ақшаны қайтадан қарызға жұмсасам, мен, скорее всего, не курста жасамаймын, не сабақта жүргізбеймін, мен қайтадан миым қарсыласушы еді дегендіктен, мен өзіме мотивация іздеп, өзімнің 8-ші сыныптан бастап жүрген арманымды орындап, анамды қарыз жабудың орнына барында Дубайға апарып келдім. Біз барып күшті демалдық, мен өзімнің анамның алдындағы бір бұрыннан бері армандап келе жатқан арманымды орындадым. И Дубайға келгеннен кейін менде сразу идеялар келді, ақша және ми жасадым, осы 3 күндік нәрсені жасадым. И кәдімгідей энергия көбейгеннен кейін еще маған консультацияға адамдар көп жазыла бастады. Сөйтіп, мысалы мен қазір Дубайға барып келген ақшаны уже 2-3 рет ақтап алып, бүкіл қарыздарымды жауып тастасам, дедік, иә. Түсінікті ғой, бұл идея не үшін өте маңызды екенін. Құтты болсын, рахмет. Вот, сондықтан да сіздерге айтарым, қарыз жабатын сума 40%-дан көбеймеу керек. Әйтпесе сіздер кәдімгідей сынып қаласыздар. Бұл өте маңызды, себебі менің басынан өтіп, мен 100% жапқан кезде сынып қалған болатын. Түсінікті ме? Жұғысты болсын. Барлықтарыңызға жұғысты болсын. Қарыздан құтылып, барлығымыз қарызсыз керемет өмір сүрейік. Хорошо? Менде кішкене желание ашылды дейді. Тема. Вот, о чем я. Так, енді қараңыздар, өте маңызды момент. Қазір сіздерге, әумин. Керемет. Өте маңызды сұрақ. Қарызды қандай сезіммен жабуымыз керек? Сіздерге сұрақ. Қарызды қандай сезіммен жабу керек? Рахмет. Тема. Басқа адамның қуанышына қуана білген адам өзі де жақын арада үлкен бір қуаныш күтеді. Сондықтан ой, Фатима ханым, құттықтаймын сізді. 2 ай бойы онда сізбен бірге жұмыс жасаймыз, бұйыртса. Жалғым кеп кетті ғой. Жыламаңыз, Дана ханым, бұйыртса жабасыздар қарызды, уайымдамаңыздар. Ол ақша пайда құралғана ғой, так что прям нетеміз. Аха, қандай алғыс сезіммен рахмет айтып дейді, осыны жапқан соң қыдырам деп. Вот, Жанар ханым, дұрыс емес, осыны жапқан соң қыдырам деп емес, сізде желание түсініп қалады. Так что қазірден бастап рахаттанып өмір сүре отырып жабу керек, хорошо? Енді өте маңызды сұрақ сіздерге. Келесі инсайт алатын нәрсе, қарызды қандай сезіммен жабу керек? Круто. Өте қуаныштымын.
қарызды шүкіршілік сезіммен жабу керек. Бұл өте маңызды негізінен. Қараңыздар, не үшін шүкіршілік сезіммен жабу керек? Балнұр ханым тоже дұрыс айтасыз. Құндыз ханым тоже қуанышпен жабу керек, шүкіршілікпен жабу керек. Алып қуанып беріп, құпнап деп беру керек. Бізде көбінесе қарызға қандай отношение? Блин, мына қарыз тағы жабу керек, ақша қайдан табам? Уже ана ығырың шығып кетеді ғой, кәдімгідей жының шығып кетеді ғой. И біз не істейміз? Қарызға деген, қараңыз, егер қарызды жаман сезіммен жапсақ, мына қарыз өмір көрсетпей қойды ғой деген сияқты жаман сезіммен жабатын болсақ, ми ол қарызды жапқысы келмейді. Өйткені ми стрессті жақсы көрмейді ол. Не үшін мен ол қайтадан қарызға батуым керек деп кәдімгідей қарыз жабуға не болады? Бөгет болады сіздердің алдарыңызда, Сондықтан да ми ақшаны қайтарғысы келмей қалады. Сондықтан біз шүкіршілік сезіммен жабуға тырысуымыз керек. Ол қалай дейсіздер ғой, Мысал ретінде қараңыз. iPhone, енді қолымда iPhone тұр, басқа нәрсе жоқ, осы iPhone-ды келтіре берейінші. iPhone деген мысал алдық, біз. И ана қателесіп, жаңағы балалық күймен хочу деп телефонды алып қойдық, Немесе телефон емес, давайте бір пайдалы нәрсе айтайықшы. Кімде бытовой техникадан қарыздары бар? Холодильник, стиральная машина, білмеймін, не бар тағы да. Білмеймін, үтік алдыңыз ба? Қарызға не алдыңыз? Мысал ретінде холодильник дейді, Фариза ханым, рахмет, менде холодильник дейді. Бізде қалай? Көбінесе холодильникті мысал қарызға алып алдық. Оның ақшасын өтеуіміз керек, Бірақ не істейміз? Холодильниктің рахатын 1-2 күн көрдік та, ол холодильникті жабатын ақшаны қайтару керек болғаннан кейін біз не істейміз? Уже кәдімгідей ана 10 мың жабу керек еді, ана 5 мың жабу керек еді деген сияқты кәдімгідей жаман негативпен курсты жабамыз, Точнее, ана курс деген сөзді оқып алып, жаман негативпен қарызды жабамыз, Сондықтан да сәйкесінше ол қарызды жабу өте қатты қиынға соғады. Келесі жолы не істеуіңіз керек? Фариза ханым, Дана ханым. Мысал, холодильникке барып сіздер қарызды жабу керексіздер ғой. Сіз қарызды жапқан кезде қарыз деп емес, ол ақша қарыз неге кетіп бара жатыр, соған шүкіршілік сезімінен жабу керек. Яғни ол қалай болады мысал ретінде? Так, осы холодильниктің арқасында біздің заттарымыздың барлығы, ескіріп кетіп жатқан жоқ, тамағымыз нетіп жатыр, яғни ол холодильник сізге қуаныш сыйлаған ұмытпау керек, Сондықтан келесі жол ол қарызды жапқан кезде прям от души шүкіршілікпен жабу керек. Түсініп отырсыздар ма? Стиралка болса да, даже стиралкаға барып келесі жол процентті жапқан кезде сіз ойланыңыз. Так, Құдайға шүкір, осы стиралканы біз алғаннан кейін мен қазір өзім барып қолмен кірді жумаймын, Аласында стиралкаға салдың, саған кіріңді жуып береді стиралка, Осы мүмкіндік үшін шүкір айтып, бараста кредитті жабасыз. Бұл мистика емес, бұл просто біздің миымыз сонда қарыз жабуға қарсыласпайды. Соның арқасында ми қарсыласпаса, стресс болмаса, сіз қарызды оңай жабасыз. Біз қарызды қиындатып жібергеннен кейін, қарыз қиын нәрсе сияқты болғандықтан қарызда өмір сүреміз да, өмір бақи осы қарызбен өмір сүріп келе жатырмыз да. Мен де қарызды жек көретінмін бар ғой. Бірақ когда мен шүкіршілікпен қарызды жауып бастаған кезде, келесі жолы бір артық ақша түседі ме, уже анау прям шүкіршілікпен барып ана қарызды тез жаба қойғым келеді да. Уже прям өмірдің бір рахатына еніп бастайсың да. Сондықтан осы инсайт түсінікті болды ма? Кім түсінді? Кімге өтті? Плюс қойыңыздаршы тоже. Эмоджи қалдырып кетсеңіздер болады. Өтті дейді. Тема. Онда прям алысқа кетірмей, осы нәрсені тапсырманы прям қазір жасасаңыздар жақсы болады. Егер білмеймін, сізде қазір Каспи кредит или қандай бір кредит бар, или хотя бы бір 1000 теңге болса да, прям қазірдің өзінде, қазір дегенде сабақтан кейін отырыңызда, анау кішкентай сумма төлеуге болады ғой, аласыз да, шүкіршілік сезіммен барасыз, сол қарызды жабасыз. Хорошо? Так, сабақ
Енді бір тағы да 20-30 минуттық тақырып бар. Енді сәл шыдай тұрыңыздар. Ақпарат көп. Бұл ито мен айналайын мида бергім келетін ақпараттың бір 4-5% шығар. Айналайын миды вообще ол жақта ақпарат деген ағылып төгіліп жатыр. Бұл вебинардың өзі осындай болса, там курс ол вообще ол жақта ақпарат деген өте көп. Так, сонымен, вау дейді. Сондықтан бұл тапсырманы орындаймыз. Жақсы, келістік пе? Тапсырманы орындаймыз. Енді қарыз не үшін ала береміз, қарызды қалай жабу керек, қалай сезіммен жабу керек, оның барлығына біз тоқталдық, я? Мидың маңыздылығын тоқтадық, я? Оның барлығын біз түсіндік. Камшат ханым, красавчик. 2 ай бойы сізбен жұмыс жасаймыз берса. Енді қараңыздар, қарыз алу керек қандай жағдайлар бар, осы сұраққа да жауап бере салайын. Енді қарыз тақырыбын түбегейлі зерттейміз деді қой. Сондықтан осыған келсеміз. Бірақ қараңыздар, қарыз алу керек жағдайлар деген кезде қарыз ол қалайда жаман. Мүмкіндігінше қарыз алмауға тырысу керек. Бірақ кейде қарыз алу керек жағдайлар болады. Ол қандай жағдайлар? Мысалы ретінде қажеттілік. Ол қандай қажеттілік болуы мүмкін? Мысал ретінде, мен қандай қажеттілік болуы мүмкін? Мысалы, мен басқа қаладан, немесе ауылдан Алматыға көшіп келдім. Мен бала шағамды асырауым керек, бір нәрсе жасауым керек, әйтеуір бір амалын жасау керек, жұмысқа тұра алмай кеттім. Хотя бы машина айдап, жаңағы такси болсам да ақша табуым керек, Сондықтан қалайда бір қажеттілік туындаса, барып, машинаны автокредитке алып, егер ол нәрсе сізге ақша алып келетін болса, ол машина арқылы сіз ақша тауып, жанұяңызды, отбасыңызды асырайтын болсаңыз, онда ол қажеттіліктен туындаған нәрсеге барып кредит алуға болады, мысал ретінде. Жаңағындай, баламның оқуын төлеу үшін тоже возможно, өйткені балаңыздың оқуы, скорее всего, кейін сіздерге енді жұмысқа тұрып кетуіне, болашағының жақсы болып кетуіне ол қажеттілік, сондықтан енді срочный операция, скорее всего, мұқтаждыққа жатады. Бізде келесі нәрсе, ол мұқтаждық деген нәрсе бар, Мұқтаждық деген нәрсе ол не? Қашан кредит алуға болады? Когда, мысалы ретінде, білмеймін, расымен де үйсіз қалып қалатын жағдайлары бар, там пожар болып кетеді. Сен енді все кредит алуға болмайды деп отырмайсың ғой. Бала шағаңмен там баспанасыз далада тұрсаң, все кредит алмаймын деген сияқты болмайды ғой. Кейде сондай бір мұқтаждық жағдайларда тоже қарыз алу керек болатын нәрселер бар, яғни ол кезде кейде сондай ситуациялар болады, одан біз алысқа кете алмаймыз. Және көбісі біле бермейтін, бірақ үшінші ситуация бар. Бұл когда алдын ала жабу кепілі болса, менде прям жақын арада деймін, сол 10 миллион кредиті болып жатқан кезде менде сондай мәселе туындады. Маған жаңағындай кредит жабуға көмектесетін кейде ол басқа мысал, кішкене оны тағы да келтіремін. Кейде осындай нәрсе болады, қараңыздар. Мен, мысалы, білем, маған скоро ақша келіп түсетін, бірақ менің проекттен ақша түсуі где-то бір 3-4 күнге созылып кетті, яғни 3-4 күннен кейін маған ақша қалайда түседі. Бірақ менде кредит бойынша процент өсіп кетеді, немесе мен бір черный списокқа кіріп кетемін, бір нәрсе андай. Мен білем, что мен қазір қарыз алсам бір адамнан, мені оны 3 күннен кейін гарантированно жабатыныма сенім болған кезде, мен сол кезде алдын ала кепіл болған кезде мен барып біреуден қарызға сұрай аламын. Менде сондай нәрсе болған. Мен прям нереально бір кісімен проектке жобаға тұру үшін, бір серіктес ретінде компанияға кіру үшін, мен өзімнің долямнан 2 миллион теңге түсіруім керек болатын. Бірақ ол табыс бізде жақсы болатын еді. Мен ол табыстың гарантированно бізге келетін білген кезде, мен барып басқа адамнан 2 миллион теңге қарызға сұрай тұрдым. Яғни, ол кісіден барып 2 миллион теңге қарызды сұрадым, жұмысқа салдым, соның арқасында жұмыс өрбіп, одан мен 2 миллион шығара алатыма, енді кепіл бар ғой менде. Кепіл бар болғандықтан мен ол кісіге барамда 1-2 айдан кейін барып қарызын қайтадан өтеймін, Яғни, когда сізде алдын ала жабу, бірақ зато 2 миллионды салғанның арқасында мен ол жақтан қазір мысалы жақсы табыс көзін көріп отырмын деген секілді нәрседе болуы мүмкін, Сондықтан да біз осындай 3 түрлі нәрсе болуы мүмкін. Біз білеміз. Астынан өтіп кетеміз. Рахмет.
Сондықтан осындай қарыз алу керек жағдайлар болуы мүмкін, иә. Бірақ қайталайын айтайын, алғашқы слайдты ұмытпаймыз. Қарыз алу керек жағдайлар болғанымен, қарыз жаман, қарызға жоламаймыз, жақсы ма? Осы тұрғыдан бүгін қарыз тақырыбын жан-жақтан талқыладық. Сіздер бүгінгі эфир қалай болды? Пайдалы болды ма, пайдалы болмады ма? Давайте кері байланыс беріңіздерші, пожалуйста. Өйткені контент бөлімі бітті. Мен сіздерге беретін нәрсенің барлығын бердім, айттым, бөлістім. Кімге ұнады, ұнамады, немесе не өтті, қандай инсайт алдыңыз, соны жазып өтіңіздерші. Взрыв мозга дейді. Ух ты, рахмет, Дана ханым. Тема. Осы нәрсе түйдім, осы нәрсе өтті, мынаны қолданамын, тапсырманы орындаймын деген секілді. Өте керемет, рахмет, керемет. Огонь дейді. Қарызды шүкіршілікпен қайтару деген әдемі кетті дейді. Хорошо, рахмет. Давлатовтан білдім. Хорошо. Болашақтың ақысы шүкіршілікпен қайтару. Жаным деп құшақтап алғым келіп тұр. Ой, рахмет, Зинеш ханым. Қарызды шүкір деп қайтару. Вот дейді. Все, 40% ғана қарызға беремін дейді. Болашақтың ақысына кірмеу, қарыз алмаймын. Бүгінгі сабақ қатты ұнады. Я сетка понимаю, что делать дейді. О, керемет. Яғни сіздерде қазір прям қарыз жабудың инструкциясын бүгінгі сабақта сіздерге бердім. Так что оны жаба қойыңыздар, хорошо? Қарызым жоқ, бірақ табыс ноль. Бірінші сабақтың доступ WhatsApp арқылы сұраңызда. Бірінші сабақты көбірек көріңіз, хорошо? Энергия, аққала, шүкіршілік, болашақ ақысы, все, тема. Өте керемет, сабағыңыз күшті. Ондай болса, бүгінгі сабақ негізінен осымен бітті. Менде мынандай сұрақ тұр. Көбісі түсінгенімше кеше бірінші сабаққа қатысқан қатысушылар отыр, иә. Екінші қатысушылар егер ертең бізде әлі бұнымен біткен жоқ. Бізде 3-ші күн бар. Ертең бізге енді көбірек неге іске кірісіп кетпейміз, қорқыныш, даму стратегиясы, басқа да көптеген ақпарат болады. Сондықтан ертең сабаққа міндетті түрде келіңіздер, иә. Ертең соңғы завершающий сабақ болады, және ертең жексенбі болғандықтан мен оны ертерек өткізгім келіп тұр. Сағат 3-ке таман міндетті түрде қосылыңыздар, жақсы? Қарыздан бірден жабу деген елестен құтылдым дейді. Құттықтаймын, Олжас мырза. Қуаныштымын сіз үшін. Рахмет, Тамара ханым. Керемет. Окей, ертеңгі эфирге міндетті түрде келіңіздер. Енді менде мынандай сұрақ. Айналайын мы туралы курсы туралы сұрақтарыңыз бар ма, жоқ па? Әлде оны ертеңге уже қалдырайын ба? Ертең можем осы тақырыпты ары қарай ашып, талдап айтуға. Кім бүгін бірінші рет қатысып отыр? Или давайте айналайын мы туралы ертең қандай сұрақтарыңыз бар, ертеңге бәрін қалдырайық, иә. Бүгін қарыз деген тақырыппен барлықтарыңыз уже миларыңызда взрыв мозга болып нетіп жатқан шығарсыздар. Так что онда айналайын мы курсы туралы қандай да сұрақтарыңыз болса, ертеңге сұрақтарыңызды дайындап келіңіздер, мен барлығына жауап беретін болдым, хорошо? Айналайын мы сабақ вообще болатын шығар. Я айналайын мы вообще 2 ай бойы миларыңызда прокачка жасаймын. Бірақ бүгін енді кеше техникалық ақаулықпен көптеріңіз кеш қосылғаннан кейін бұл курсқа қатысу мүмкіндігін бүгін де ашамын. Кіріп просто хотя бы заявка қалдырып қойсаңыздар болады. Өйткені 3 күнге қалдырған заявкалар ғана кейін айналайын мы курсына қатысады. Ал егер қатыса алмайтын болсаңыздар, онда келесі лекке ғана қалып қаласыздар, иә. Өйткені орындар тез прям разлетаются на глазах. Өйткені расымен де барлығымыздың проблема мидан болғандықтан, барлығымыз мимен жұмыс жасағымыз келеді. Хорошо? Енді Ерлан мырза өз Ертпан Ғалымжан Аманқосов өз еркіңіз, қайсынан бастайтыныңыз, бірақ айналайын мы ол основа основ, бұл прям фундамент. Өйткені сіздің ақша табуыңыз любой кәсіпте, бизнесте, қай жақта болмасын, ақша табу ол миға тікелей байланысты болғандықтан, біз не істейміз? Мимен жұмыс жасауымыз керек. Я запись болады, барлығы болады, так что рахмет, кеңестеріңізге өте қатты қуаныштымын. Ондай болса, халқым, ертең көріскенше, ертең сағат 3-те сіздермен бірге тура осы тікелей эфирде көрісеміз бұйыртса. Сабаққа келгендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Айналайын мы курсы үшін чатта, телеграм каналда ссылка қалдырған болатын, кіріп заявка қалдырып кетсеңіздер болады, хорошо? Ол жақта біз 2 ай бойы таза мимен жұмыс жасайтын боламыз. Барлықтарыңызға келгендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Әлі біткен жоқ, ертең 3-ші күн бар, так что давайте
ертең көріскенше сау болыңыздар.